Сіздің 2 балаңызбен кеттіңіз. Америка, оқу, балалар, соның бәрін бірге алып жүру қалай болды? Мен бір кінәлімін. Болады ғой сондай әйелдер. Күйеуі дамымай қалса да кінәлі сезінеді, үй жиналмай қалса да кінәлі сезінеді. Содан өзі соңында шаршайды. Менің көптеген таныстарым бар, декретте отыр, енді қазір бізде сондай жас қой, балалар кішкентай. И олар айтады да, бір Инстаграмды қарасам, бүкіл өмір менің қасымнан өтіп бара жатқандай дейді да. И мен бір өзімді дамымай қалып жатырмын, уақытым кетіп жатыр, ана елдің бәрі шетелде жүр, дамып жатыр, күшті болып жатыр, а мен қалып жатырмын деген сияқты болды. Мысалы біз баланың көзінше кейде шаршадым, туымнан бәрі пробка, неге тез жүрмейді, немесе неге бұлар не деп, осы бірдеңе шықсаң деп көп жұлқынсақ, бала оны копировать етіп, өмір балаға қиын болып сіңеді екен да. Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін менің YouTube каналымда жаңа қызықты рубрика. Бүгін бізде қонақта кинопродюсер, көп балалы ана, және де Міржақып Оян қазақ фильмінің продюсері Айсәуле ханым. Көп рахмет келіскеніңізге. Бүгін бір қызықты сұхбат болады деп сенемін. Енді мен жалпы оқырмандарыма айта кетейін. Негізі мен Айсәуле ханымды бұрыннан танимын. Біз жерлеспіз, Арал қаласынан. Біз мектеп оқып жүрген кезде менің сыныптасым Динараның, сіз әпкесісіз, иә? Динараға сәлем деп қояйық осы жолда. Және де мен баяғыдан танимын Айсәуле ханымды, сондықтан да бір кейбір ситуациялар бір таныс болып қалуы мүмкін, иә. Сондықтан жалпы сізді бәрі осы Оян қазақ фильмінің продюсері ретінде танып, бәрі Қазақстан бүкіл таниды деп айта аламын. Бірақ мен кішкене алыстан бастағым келіп тұр. Сонау сіздің дебатқа қатысқан уақытыңыздан. Өйткені есімде, біз Алматыда студент болып жүрген кезде Динара екеуміз сізге Казгуға келіп, даже сол дебаттарды көрген уақыттарымыз бар. Сол уақыттан бастағым келіп тұр. Жалпы сіз дебатқа қатыстыңыз, иә? Ол бір арнайы клуб болды ма? Ол дебаттардың мақсаты қандай болды? Сол жағынан бастағым келіп тұр. Ол студенттік кездегі клуб қой. Біздің университеттің қабырғасында басталды. Ары қарай үлкен қалалық, республикалық дебатный клубтар болды сол кезде. Одан кейін телевидениеге шығатын Азамат дебат клубы болды. Хабар арнасынан трансляция жасайды. Енді ол кезде Инстаграм не жоқ, жастардың бір көңілін аулататын, интеллектуальный жастарды бір қызықтыратын бір бағдарламалар жасайтын ғой, арналар. Сондай бір бағдарламаға шығатын біз телевидение арқылы. Сөйтіп енді телевизияның күші ол кезде үлкен болатын. Қазір енді телевизияның күші кішкене былай бәсеңдеді ғой, өйткені мынау әлеуметтік желілер шықты да, әркімнің қолында бір телевизор бар дегенде, әркім тікелей трансляцияға шығады, тікелей ақпарат таратады, жаңағы оқырман жинайды өздеріне. Ал ол кезде сол арқылы көп танымал болатынбыз. Сол біздің қатарларымыз мысалға сол кезде көп танымалдық болды енді. Студенттік кезде және де бізге көп орта берді, жақсы жан-жақтан жиналған балдар, республикалық дебат орталықтары болды ғой. Соларға барамыз, жан-жақтан келген сөйлей алатын, білімді, ол құр сөйлеу емес, білім керек ол жерде, аргументтер табуың керек, сен жеңуің керек қарсыласыңды, оппонентіңді деген сияқты. Сол бәрімізге қызық болды да, енді сол кездегі біздің бір қызық бір жиналатын жақсы ортамыз болды, интеллектуалдық жаңағы балдардың, студенттердің. Онда деңгейлері бар да, республикалық бар, иә. Енді біз ауданда, біз қалада, Аралда онымен айналысқан жоқпыз. Көбісі сол ауылдарынан, мысалы Тараздан келсе, Тараз дебат несінен шыққандар болды. Өз жерлерінде, Астанадан өздерінің дебат орталықтары бар, клубтары. Сол жақтан шыққандар келді. Біздің енді Аралда ондай болған жоқ. Бірақ мен енді қазақ тілі мен әдебиеттен тереңдететін, мен сыныпта оқыдым ғой, мектептің ішінде сондай бөлек сынып. Сондықтан мен сөйлеу, жаңағы ойыңды еркін жеткізу қиын болған жоқ. Сөйтіп келгеннен кейін заң факультетінде оқып жүргенде олар іріктеулер жасайды. Экстемпо деп айтады, іріктеулер жасайды. Әр университеттен балдар келіп, бір 30-40 тақырып береді, сол тақырыпта сөйлейсің өту үшін. Сосын комиссия мүшелері сені қабылдайды. Сөйтіп комиссия мүшелері бізді республикалық дебат клубына қабылдаған ғой, енді сол кезде өткенбіз. Одан іріктелгендер, ішінде жақсы сөйлей алады, кішкене сөйлеуге қабілеті бар, одан бөлек жағдай, оны аргументировать ететін білім барларды телевидениеге шығарады. Сол арқылы телевизияға шығып жүрдік, телевидениеде дебаттасып жүрдік. Көбі кезде танымал тұлғалармен бізді қарсыластыратын. Сонда есімде, мен Оразгүл Асанғазықызы мен шығып, ол кісі сол кезде кітап оқыған дұрыс деп, сол кезде мен интернетпен оқыған, онлайн оқыған тиімді деп айтатынмын. Ол кісі живой кітап оқыған дұрыс дейді, сонда. Ол кезде енді ғой, осыдан қанша жыл, ол мысалы 15 жыл бұрын болуы мүмкін да, ол кезде интернет деген әлі мынандай белең мықты дамып тұрған жоқ. Казгудың өзінде біз не қылатынбыз, интернет клубқа баратынбыз да, қатып қалады, бәріміз кезекте тұрамыз, сондай болды ғой өзі. Аралда да почтаға ғана барып кіретін едік қой. Емейл жіберу үшін сен почтаға барып очередьқа кезекке тұрасың.
Сосын ұзақ кезектен бірдеңе тиындарын төлеп имейл жібересің. Біздің Аралға шетелден мамандар көп келетін еді ғой. Сөйтіп америкалық нелермен сөйтіп сөйлесетінбіз. Сол сияқты неде де сондай болатын. Сол жаңа интернеттен зерттеу жасаймыз, дебатқа дайындалу үшін зерттеу жасауың керек, әлемдік бір ақпараттарды қарағың келеді. Сол кезде жаңа қазудың несіне барып бір ұмытып қалдым, ақша тегін бе еді, төлейтін бе еді төлеп отырып жаңа кезекпен үлкен арқасы, үлкен компьютерлардан қарайтынбыз ақпарат. Сондай бізде сондай индустардың несі болатын біздің университеттің қасында кабинеттері, олар соны ақша табады, біз барамыз распечатка там интернетте отыру үшін. Олар индустар енді жақсы ғой техникаға, жақын ғой. Бізге қарағанда. Сонда сіз заң факультетінде оқыдыңыз ба? Казгуда мен журналистика оқыды деп ойлап жүрмін. Жоқ, мен қазақ тілі әдебиетін тереңдететін сыныпта оқыдым. Бірақ келіп журналистикаға түсем бе дедім, бірақ мен сол кезде алтын белгі алғандықтан кез келген сол біз бітірген жылы сондай бір сәтті жыл болып қалды да, кез келген мамандыққа түсе алады алтын белгімен деді. Сөйтіп мен барында заңды таңдадым. Мен бұрын 5-ші сыныпқа дейін заңгер болуды да ұнайтын маған. Адвокат болғым келетін, адамдарға көмектескім келетін, қорғап бергім келетін. И оның бәрін дебат, адвокат, оппонент, оның бәрі сол бір ұқсас қасиеттерден, қабілеттеріңнен келіп тұр ғой, енді шығып тұр ғой. Сөйтіп былай ойланып, былай ойланып, маған сол кезде бір кеңес берген кісілер болды. Менен үлкенірек ағаларымыз, алдыңғы буын, солар айтты, сен журналистиканы білімді болсаң, жақсы өзіңді ұстай алсаң камера алдында, сен кез келген уақытта журналист бола аласың деді. Сен оған 4 жыл оқып жүргенше сен басқа мамандық игер де қосымша білім болады ол саған деп айтты да. Сол кеңесті тыңдап мен заң факультетіне түстім. Бірақ кейін бір аралықта мен бір заң фирмасында жұмыс істедім ғой, одан аз істедім да, бірақ баламен маған журналистикада жұмыс істеу ыңғайлы болды. Вот соны сізден сұрайын деген, университет бітірдіңіз, заң факультетін бітірдіңіз, и ары қарай сіздің мына жұмыс жолыңыз қалай болды, карьера жолы? Мен 2-ші курстан бастап, хабар арнасына 3-ші курстан бастап сөйтіп жұмыс істедік редактор. Жаңағы жерде дебат клубынан жақсы көрген балдарды олар жас мамандар жұмысқа тартады. Мен заңгер оқып жүріп, журналистикада жұмыс істедім да. Ол жерде көп қой, енді тек журналист болмайсың, микрофон ұстап ал. Ол жерде қонақ шақыруға көмектесесің. Мысалы, сен подкаст жасап жатсың, қонақ редактор деген болады. Тек қонақ шақырумен айналысады. Адам іздейді сол тақырыпқа сай. Подборка жасайды. Подборка ұсынады. Сол адамға звондайды, күтіп алады деген сияқты. Келіседі. Әртүрлі сондай монтаж редактор деген бар. Монтажда қасында тұрасың. Монтажер техникалық мамандық қой. А мен жаңағы үтір нүктесіне немесе жаңағы сөйлем дұрыс қиылды ма соған қарайсың да. Сондай көп мамандықтар бар сахнаның сыртында, экранның. Сондай мамандықтармен жұмыс істедік 2-ші курстан бастап. Жұмыс істеп тұрмын ғой. Кейін 4-ші курста мен заң факультетін бітіріп жатқандықтан заң фирмасына жұмысқа кірдім. Бір мұғалім мені байқап өзінің заң фирмасына шақырып, сөйтіп 1 жылдай жақсы жұмыс істедік. Ол жерде шетелдік компанияларға құқықтық жаңағы көмек ұсындық. Одан кейін компания ашып беріп, жауап беріп, көп командировка болып іссапар 4-ші курста сондай жұмыс істедім қосымша. Кейін ойладым, мен заңда жұмыс істеуде ұнайтын. Бірақ шығармашылық жұмыста ұнайды. Сөйтіп дилемма болды менде, қайсын таңдау. Бірақ шығармашылық жұмыстың баламен, енді әйел адам болғаннан кейін, семья болғаннан кейін балаң болады. Баламен ыңғайлы. Кейде үйде отырып бірдеңе жазуға болады. Үйде отырып бірдеңе көмектесуге болады. Ал заң жұмысында сен фактически баруың керек. Офиста жүру керексің. Экономикалық соттарға баратынбыз. Алған компанияның атынан өкілі боласың ғой, заңды өкілі болғаннан кейін сен ол фирманың құжатын бәрін құшақтап алып жүруің керек. Сотқа қатысқан кездерім болды. Жаңағы компанияның өкілі ретінде да. Одан кейін әр компанияға құжат тасисың, мынандай жұмыстары көп енді жүретін, неге салық комитетіне барасың. Сондай жұмыстары болғаннан кейін ол да көп жүріс жұмыс, ыңғайсыз болды маған. Баламен өте ыңғайсыз болды. Балаларым арасы жақын болды, ең жас семья болып жатқан, көшіп қону бар. Сондықтан маған мына шығармашылық. Кейін мен сөйтіп біраз уақыт 7 жылдай сол хабарда жұмыс істеп жүрдім. Бір сценарий жазам, мысалы медициналық программаға сценарий жазған кезім болды. Ұлт саулығы деген. Мысалы Турцияға дейін барып, бастың ашық операциясын түсірген кезіміз болды да енді. Сондай нәрселер зерттеп, жазып, сондай жұмыстар жасадым, редактор. Одан кейін Америкаға оқуға түстім ғой, магистратураға. Ол жерде мен кинопродюсерға түстім. Себебі маған заңда ұнайды, құжаттамалық жұмыстарда заңда ұнайды маған. Шығармашылық жұмыста ұнайды. Соның маған екі ортасын табу керек болды. Соның екі ортасына жақын продюсер деген шығармашылықта мамандық,
былай ұйымдастырушылықта, организаторлық, құқықтықта мамандық қой негізі. Продюсер бәрінен хабар болу керек. И мен ортада продюсер таңдадым сол үшін. Себебі маған барлық менің жаңағы ұнататын істерімді ортақ бір несі болды да, ол шешімі болды. Енді сіз как раз журналистика ұнады, сол жаққа кеттім деп жатырсыз ғой. Мен білуім бойынша сіз жолдасыңызбен сол мамандықта жүріп таныстыңыз, иә? Сол туралы айтып кетсеңіз, қалай таныстыңыздар деген сияқты. Бір өзіңізде бір критерий болды ма, мысалы менің болашақ жолдасым осындай болу керек деген сияқты. Енді біз қазіргі қыздар сияқты қатты пысық болмадық қой ол кезде. Қазір бәрі пысық, андай критерий бар, уиш-листтары бар. Уже 30-ға келмей қазір қыздар андай ғой, мысалға 30-ға келмей не қалайтынын білет. Мен қызығам қазір, мысалы мен өзімді үлкен кәрімді есептемеймін, бірақ бәрі менен жас буынға қызығам. Мен 10, 15, 20 жас қыздар қазір. Енді ол ақпарат ағыны, интернет әлемінің ашықтығы, жан-жақтан көресің сен. Адам деген саналы субъект қой, саналы болғаннан кейін, ой сана болғаннан кейін адам ойланады, анау сөйтіп жатыр, мен не істеп жүрмін деп, соған жетейін менде деп. Бізде ондай бір мүмкіндік қатты болған жоқ қой. Интернетте сен кезекке тұрып кіріп отырсың жаңа жерге. Ол кезекке тұрып кіресің де сол тақырыпты ғана қарайсың да кетесің. Сен өз жерде анау кім не істеп жатыр, ана жақта бір продюсер не істеп жатыр, мысалы Жанар не істеп жатыр деген сияқты әлеуметтік желі жоқ. Қатарластарың не істеп жатыр, болмаса қазір деген тіптен Ким Кардашьян сөйтіпті, Дженнифер Лопес бүйтіп өзін неғыл жаттығу жасайды екен деп соның жаттығуын жасап жүреді ғой тіптен. Ондай бізде мүмкіндік болған жоқ қой, емін-еркін үйде жатып алып соткадан ақпаратты ан жақтан алып отыратындай. Қазір интернет әлемінің бір жақсы жағы сол ашық, жаңа интернеттің есігі, и адам ізденеді. Мысалға қызға мен 30-ға келмей қыздардың армандары бар жаңа. Прададан мындай затым болу керек, Луи Виттоннан мындай деген сияқты. Оны біз енді қазір үйреніп жатырмыз 40-қа жақындағанда да, 30-дан асқанда. Сондықтан сол кезде мен жолдасым мынандай болу керек, мынандай деген қатты бір нем жоқ, бірақ бір сауатты, жақсы оқыса деген ішкі бір нем сұранысым болатын. Сауатты болса екен деп, сөйтіп жақсы оқитын болса екен деп ойлайтын. Өзім сияқты алтын белгі болсын деп критерий болған жоқ па? Енді алтын белгі деген ол жақсы оқиды деген сөз автоматически. Маған жақсы оқитын маңызды болатын. Сосын қасымда жатақханада бір шымкенттік әпкелерім жатты. Олар үлкен аспирантура оқитын, олар намаз оқитын, Құран оқитын сондай кісілер. Енді мен кішкене алшақтау болдым басында діннен. Сөйтіп біз арал жақта қатты жақын емес қой, кішкене алшақтау болды ғой діннен, өзі мешітке де бармайды екен былай қарасаң. Сөйтіп сол кісілер маған кішкене иман туралы айтатын. Шымкент жақ кішкене жақын болды иманға біздің әпкелер. Сөйтіп айтсашы, мен сұрауға ұяламын ғой, иманды деген әйтеуір жақсы оқитын шығар деп ойлаймын шынымен. Иманды деген бір андай жақсы бір не сияқты, прилагательный сияқты естіледі маған. Бірақ ол нақты не кіреді деп сұрауға ыңғайсызданамын да. Енді сен мектеп бітіргенше иман шарттары, 5 парыз дегенді қатты бір біліп өспегеннен кейін біз сол ИНТ тапсыратын кезде қатты Құдай керек болып іздеп үйдегі Құран кітапты ашып оқып, одан кейін жаңағы қадір түні мешітке барып шелпек жеп, сондай енді соны ғана мен иман туралы түсінігім шыны керек. Кейін өзім іздене бастадым, бұл не. Бірақ мен заң факультетіне түскеннен кейін оған әйел құқы тұрғысынан келдім. Басына мен ойладым, бұл ислам әйел құқығын кішкене шектейді ғой деп ойлайтынмын. Содан мен бұған жоламай қашатынмын да. Кейін зерттей келе жаңа мүлік құқығына байланысты, жаңағы қайтыс болған адамның әйелге мүлікті бөлу, бұрын әйелге мүлікті бөлу де болмаған ғой. Бұрынғы мәдениеттерде әртүрлі. Солардың бәрі арқылы мен сол құқық тұрғысынан келдім. Келген кезде. Сөйтіп енді бірдеңеден өтіп кетіп жатырмын ғой, жолдасыма қатысты бір нақты бойы, қазір кейбір қыздар айтып жатыр ғой, дұғамызда сұрадық, немесе жазып бойына дейін, біліміне дейін, мынандай пункттар болды деп ше. Енді ол кезде ондай сол мәселеге қатысты пысық болмаппын. Сол мәселеге қатысты өтіп бәріне алған жоқ, бірақ шүкір ойымдағыдай адам деп ойлаймын жолдасым менің. Бірақ жақсы оқыса деген запросым болды. Ал қалай таныстыңыздар? Біз деген Казгудың ішінде, мен заң факультетінде, ол журналистика факультетінде оқыды ғой. Бір Қазақ ұлттық университеті, кампусы бір. Сосын Хабарда жұмыс істеді ғой бірге. Ол да жас маман болып келді, мен де жас маман сояқтан. Бір көргеннен мынау кісі менің бір болашақ жолдасым ау деген сияқты ондай. Жоқ, мен жақсы досым болған. Танысы, былай дос сияқты араласып жүрдіңіздер. Ал қандай моментте өзгеріп кетті достық? Енді бір құндылықтар ортақ тапқан шығарым, оның бір көзқарастары дұрыс болған шығар. Негізі онымен көп ұзақ әңгімелесуге мен шаршамайтын.
сондай ол жерде махаббат та жоқ, сезім де жоқ, бірақ мен ең ұзақ әңгімелесе алатын, ол да еркін маған әңгімелесе алатын адамдар болдық, біз сондай адамдар болдық та. Ол жерде бір ертең үй боламыз, махаббат деген болған жоқ басында бізде ондай. Біз тез шешім қабылдап кейін үйлендік қой, енді ондай басында үйленем деген болған жоқ. Оның да басқа бір варианттары болған шығар, менде басқа бір варианттарым болды, шыны керек. Бірақ біз ең еркін, жалықпай, сынап мінемей не ойлап қалады дегендеусіз, риясыз ұзақ әңгімелесе алатын, әңгімелескен қызық болып тұратын адам болды мен үшін. Мен де ол үшін сондай болдым деп ойлаймын да. Сондықтан да бұл жерде бір сондай не таптық қой деймін, ортақ нүкте. Бұл жерде былай ғой, сен жас кезіңде андай ойлайсың, құр сезім. Ол жағдай ақсақ болсын, не болсын, қате жаза берсін, кедей болсын, білімсіз болсын, бір сезіммен сыртқы кейіпетке, сыртқы бір неге қызығасың ба, сондай бір махаббат ұшқындары болады ғой. Бұл кезде біз енді университет бітіруге таяу, 4-ші курстың аяғына қарай, бізде кішкене бір қазіргі тілмен саналы түрде осознанность дей ма, сондай келді ма, бір жақсы әңгімелесе алу деген ол бір жақсы не екен да. Қарасам, ол арқылы көп нәрсе келуге болады, ол бір көп. Қазір мысалға бірге жұмыс істесек те барлық жағынан да ол бізге бір кейін керісінше махаббатқа ұласуға, кейін керісінше сенің жақындығыңды шыңдауға көмектеседі екен. Мен ойлаймын, ортақ әңгіме таба алған жұптар, бақытты жұптар, ұзақ уақыт ортақ сөйлесе алатын адамдар, бір-бірін жалықтырмай, ол ең жақын адамдар деп ойлаймын, менің енді түйгенім да. Мүмкін әр адам әртүрлі ғой. Енді бұл жерде махаббаттың тілі деген кітапта айтады ғой, әр адамның махаббатқа қатысты несі әртүрлі, восприятие дейді, қабылдауы. Мысалға, біреулер жаңағы сыйлықпен жақсы көреді, сондай сезімдері, махаббат көзі. Біреулер жаңағы телесный дейді ғой, денелік нелерді сылап сипау, жаңағы қол ұстау деген сияқты, сонда әркімнің бір тілі бар ғой, махаббат тілі. Сонда менікі тактильді дейді. Әртүрлі сондай тілдері бар. Біреуге эмоционалдық нелер ұнайды, көңіл бөлу да. Біреуге қатты бір әңгімешіл емес адамдар болады. Өздері интроверттау, оған көп әңгіме керек емес, бірақ бір көңіл бөліп, бір сыйлықтар алып, сыйлық оның тілі. Кішкентай үлкенге қарамайды, миллиондық емес, кішкентай сыйлықтар, оған бір внимание. Шөлеп кеттің ба деп байқап қалып, су берсең де ол не сондай көп сөйлеспейді, ол интроверт адам болуы мүмкін, бірақ сондай тілі болады әркімнің махаббат тілі. Бірақ енді бізде сол әңгімелесу деп ойлаймын, менің де махаббат тілім. Сол адаммен әңгімең жарасып, ары қарай байланыс. Кейбір қанша сен ашық коммуникацияң жоғары адам болсаң да, мысалы Галлап бойынша менде коммуникация жоғары екен. Бірақ кейбір адамдармен әңгімең жараспайды, жүрмейді. Ол да бір адамның сондай бір ерекше жаратылыс екендігіне шығар. Әр алуандығы, ерекше жаратылыстығы, ол да бір үлкен қызық құбылыс қой адамның. Әр адам уникальный дейсіз ғой. Мен есімде да ол кезде ВКонтакте болған сияқты. Сіздің күйеуге шығып жатқан кезде ақ көйлек, ақ саукеле болған бір дайсық бар сол есімде. Жақсы, енді мен ары қарай сіздің Америкаға оқығаныңыз, сіздер үйлендіңіздер, сосын неше бала болғанда Америкаға оқуға кеттіңіздер? Біз үйлендік те, біз бірінші баламыз болды осы Алматыда, содан кейін бірінші баламыздың 4 айлығында біз Астанаға көштік, себебі хабар арнасы Астанаға көшіп жатты. Сөйтіп жұмыспен біз көштік, соның жатақханасында тұрдық Астанада бір баламызбен. Одан кейін екінші баламыз туылды. Екінші баламыздан неше айлығында осы жоқ 2 жас па 1,5 жасында ма біз Америкаға 3 айға тек тіл үйренуге бардық, басында балаларды тастап. Солай болды ма? Балаларға кім қарап қалды? Балаларда менің ата-анам, жолдасымның ата-анасы бөліп алып қарады. Себебі біз енді бардық, Астанада тұрдық, Астанада сонда неше жылдай, 4-5 жылдай ма тұрдық, 4-5 жылдай тұрдық үйленгеннен кейін, жас семья болып жатақханада тұрдық. И біз жолдасым андай, менде де бар шығар енді сондай, жолдасым өте не болды, хабар мықты журналист болды да, журналист ретінде де өз орнын тапқан адам болды да, былай келгенде оған бір сол кезде дейсіз ғой. Қосымша ізденбесе де ол, мен күлем ғой, ол ақын болды да, бұрын неде Казгуда жүргенде ақын ретінде танылды, студенттер арасында өлеңдері мықты болатын. Мүмкін сол өлеңдерде мені қызықтырған шығар, енді бәрі әйел адам қызығады ғой, сөзге жақын адам қызығады. И сол кезде ол мықты ақын ретінде де мықты қалыптасқан болып сөйтті. Кейін журналистикаға келіп еді, журналистикада да өз орны болды. Жасаған сюжеттері де, документальный фильмдер сондай болды. Кейін ол өз орнын тапты да, кетпей сол салада ұзақ жүре берсе де болатын еді. Бірақ андай біз тағы бір жаңа бірдеңе көргіміз келді. Мен сондай бірдеңеден тез кірсем,
активатор дейді ғой галлоп бойынша. Тез бірдеңе ойыма келмей тез бастағым келеді да, сосын тез жалығамын ше, тез жаңа тағы бірдеңе келесі деңгейге шыққым келе береді. Білмеймін, ол бір сондай бір ішкі не ғой, қажеттілік қой адамның, ішкі бір характердің бір несі сияқты бөлігі ғой енді. Сөйтпесе адам өз-өзіне өйтпейді ғой, өз-өзінен бір қалыпқа түсіп алып, сол өмірді жайбыраққа түсіре беруге болады ғой бұларға қарасаң. Зона комфортада. Иә. Сөйтіп мен бір таныс сіңілім бар, тоже қазу арқылы танысқан Казгуда. Сол сіңілім Сан-Францискоға барып келеді ғой. Содан мен тез-тез телефонын алам, қайда жаттың деп бәрін тез-тез сұрап алам. Енді мен заңгермін ғой, бәрін четко қайда жатқанын, не істегенін, фактілерді бәрін алып алам да. Әй жоқ, шай жоқ, сол Аралдағы ақсақ ағылшыныммен, бірақ Аралда мен 4-ші сыныптан ағылшын бөлек оқыдым, неден? Қосымша. Сосын шетелдіктер келеді, солармен хат жазысып жүретінмін. Жаңа Аралды зерттеуге келетін шетелдіктер ме? Байланыс орнатып алып, мен солармен хат жазысып, поштаға барып, деген бүйтіп айналады ғой. 10 сағат отырасың ана жерде. Сол не бейнет үйден жаза салатын. Сонда қызығушылық қой. Қызығушылық. Шетелге деген, тілге деген. Сол кезден бар. Сол кезден Америка, Англия деп Аралдан сөйтіп папамның өзі тіптен королева Америка деп еркелететін мені. Сол кезден жаңағыдан бәрін алып аламын да, бірден келе салып жаңағылар хат жазам. Біз барайық деп едік, әй жоқ, шай жоқ, өзің жатақханада тұрасың, ақшаң бар ма деген, балаң қайда тастайсың, ой жоқ. Сонда енді не дейді оны? Қызығушылығың басып кетіп тұр ғой енді. Жас болып тұрған шығарым может бір жағынан. Сөйтіп анаған хат жазам, сол кісі күтіп аламыз, біздің үйімізде көп шетелдіктер тұрады, сөйтеді. Сосын күтіп алатын шатырге дейін жазғам ғой, қазіргідей WhatsApp жоқ, не жоқ қой, байланыс алмайсың, номер деген түсінбей, қазір шетелге бір жеңіл болып кетті ғой. Түсте ұшып кете аласың мысалы. Ол кезде бір ондай емес, қиын ғой. Сөйтіп анаған хат жазам, күтіп алатын кісіге дейін сөйлесіп қоямын, оған $20 бірдеңе қылып картамен төлеппін. Қалай? Қазір қызық енді. Сөйтіп жаңағы енді заңгерлігімнің көмектескен жері, жаңағы Американың сайтына кіремін, бүкіл перечень документті аламын да, аударып аламын да, сонымен переченмен документтің бәрін дайындаймын. Жоқ, барудағы мақсат ол болашақ арқылы оқу ма? Или просто барып кел? Бірінші барып тіл үйрену болды. Сол кездегі. Ары қарай оқуды қарастыру болды. Қай жерге оқимыз, соны тауып келу. Себебі біз түсетін кезде журналистерге квота деген болған жоқ. Кейін квота ашылды. Квота болса, ол жеңірек, сен төменірек ағылшыныңмен кете аласың да. Квотада сен айлтсқа барып ағылшынша оқып аласың. Айлтсыңды еще мемлекет төлейді. Квотасының бір пайдасы. Біз түскенде квота болған жоқ әлі. Сөйтіп 2013-те әлі ондай WhatsApp жоқ, нелер жоқ, Facebook'та да ортақ сообществолар болмайтын. Бір сұрайын десеңші. Сөйтіп көз жұмып жаңағы әйелге жазып күтіп алама, ол үйіне кіргізбей қалама, шаруа жоқ. Сөйтіп екеуміз баланы тастап бір машина саттық па, или сол кезде бір көп жоба жасадық па күні-түні. Сөйтіп бір ақша жинадыңыздар да. Телевизияда жұмыс істегендер білет, көп жоба алсаң көп ақшаң болады. Өліп-төліп күні-түні жұмыс істесең, әр жобадан түседі ғой. Сөйтіп соның бәрін қосып бірдеңе қылып кетіп қалдық біз 2013-те. Жатақханамызды өткізіп, жұмыстан шығып, біреу күтіп отырғандай. Ол кезде мотиваторлар жоқ қой, Инстаграмда өзіңе сен, артыңа қарама, комфорт зонадан шықтың. Комфорт зона деген сөзді түсінбейміз, ондайды білмейміз. Просто ішкі бір desire дейді ғой, оны не қалай айтады? Ішкі қалау. Бір ішкі қалау адамды сүйрейді ғой. Қиындықта да ішкі бір не алып шығады адамды, күш, өзінің күші. Сөйтіп сол қалаумен кеттік қой 3 айға. Сөйтіп барсақ, жаңа күтіп алған жігіт бір кезде тұрмыз қайда барамыз деп. Bir кезде біреу келеді, ол орысша сөйлейді екен. Ал жолдасыңыз ағылшынша біле ме? Оныкі де сол екеумізге қатар. Менікі кішкене спикинг жақсы болды, листинг жақсы, оның граммасы жазуға жақсы. Өзі енді жазуға қабілетті. Жақсы комбинация болыпты ғой. Иә. Енді ұшаққа мінгенде түсіндік қой біз не істегеніміз. Ұшаққа мінгенде орыс тілінде қалады екен, қазақ тілінде қалады екен. Мінгеннен ұмытып қалдым, қай жақ арқылы ұштық, бір Европа арқылы ұштық. Сол кезде бітті, бәрі қалды ғой, соны қайда баратырмыз деп ойладық. Бірақ түсе салып, телефон байланыстым жоқ, жаңағы бір шаттл күтіп алды, енді ояқта бәрі система ғой. Күтіп алам деген адамдар күтіп алады, ол бизнес қой, ақшасын беріп қойған. Сөйтсек ол жігіт орысша сөйлейтін жігіт болып шығады ғой. Сөйтіп әйтеуір онымен байланыс шығып, баратын үйімізге апарып, ол үйге кірсек, ол коттедж әр бөлмесінде 2-3 адамнан шетелдік тұрады. Шетелдіктер бәрі. Сонда ол арендаға бере ма? Арендаға береді. Терезесін қайта-қайта жауып қояды, енді сөйтіп жасырын анау. Негізі олай болмайтын шығар, арнайы бір үй болу керек шығар, білмеймін ғой, коттеджін береді, или салықтан не қыла ма сол кісі сол кезде. Хостел ретінде ғой. Хостел ретінде. Ішінде кәрістер де жүр, арабтар да жүр, әртүрлі ұлт жүр. Сөйтіп бізге қызының бөлмесін береді, екінші этажда. Күшігі бар, мен өзі күшік, жыбырлайтын кішкене қорқам. Сөйтіп екінші этажынан бір бөлме береді, ана бөлме қызының бөлмесі екен. Мынандай қоқтай бөлме ғой енді, мынандай ғана тар.
бір төсек тұр, төсектің қасындағы жер былай аяғыңмен өтесің болды. Ана төсекте қыздың төсегі, соған не қыламыз. Сонда екеуміз $800 алады, $1600 айына бір төсек үшін. Бір төсек болды, артық ана жерінде еркін жер жоқ. Жерінде еркін намаз оқи алмайсың мысалға. Бірақ ол бөлменің бізге пайдасы қымбат, қатты ыңғайлы болмаса да, ол бөлмесі қызының бөлмесі болды да, балалар әдебиеті көп болды ол бөлмеде. Кітап көп. Сөйтті да жолдасым, мен соның кітабын алып оқимыз да, білмейтін сөзімізді жазамыз. Сосын курспен келісіп қойдым ғой. Курстан шақырту алдым мен, $500 курс, ол арзан курс, бір керемет курс емес. Бірақ шақырту керек, құжат керек. Солған барып жүрдік курсқа. Курсқа барып жүрдік та, енді курс нені өте береді. Сөйтсек, біз енді ағылшынымызды көтергіміз келіп, тез университетке түсіп алғымыз келіп барып тұрмыз ғой. Біз мына жақта баламыз бар, мақсатымыз бар, нақты. Мына жақта 2 баламыз қалып кетіп тұр, адамды не қылатын, ол тез жетуге мотивация беретін. Сөйтсек, ол курс деген андай үшін ұстайды екен ғой, көп Америкада курстарда андай виза алу үшін, сосын жұмыс істейтіндер көп екен. Мысалы Қытайлар, Тайвань, Таиландтан келген бір жұмыс істейтін мамандар көп та. Олар жүре береді, бір күн сабаққа келеді. Тіркеліп қояды просто. Бір күн келеді, бір күн келмейді, бір күн кешігіп келеді. Біз ерте барып аламыз, бірнеше дәптер арнап алғанбыз. Біз енді ананы университет құсап қарап жүрміз ғой. Сондай төлейміз. Сосын бірінші күні жаңағы ресторанда нені үйретеміз деді. Ресторанда тамақ ішуді үйретеді ғой. Заказ беру. Сен официант боласың, сен не боласың деп ролевой не береді ғой, заказ беруді. Бірінші күн соны үйрендік. Сосын көп бала келмей қалады, жұмыс істейді ғой. Сосын бір күні келеді, визасы жалғасып тұру үшін ілініп салынып жүрген. Екінші күні келеді, біз қалмаймыз, қақшаңдап таңқай барып аламыз, енді бала жоқ, жолдасының өтесі мақсат бар. Сөйтіп, анау жоқ. Сосын ертесінде мұғалім бір күні бүйтеді, біз келмей қалдық, түсінбей қалдық дейді, аналар жауап бер десе. Сөйтсе, жарайды, онда бүгін тағы қайталайық деп, тағы меню әкеле жатыр, үшінші күні ма, екінші. Содан мен ана жерде жарылдым ғой, мен андай құқымды қорғап қалған енді адаммын ғой, мен андай жарылдым ана жерде ше. Мен айтамын, мен күнде ресторанға бара беремін ба мен бір күні мысалға мен кітапханаға баратын шығармын, мен кітапханаға барғанды не айтамын деймін да. Мен күнде мынаны жаңа ресторанский оферді соны түсіне беремін ба, мен вообще официант болғым келмейтін шығар, немене мен күнде официант боламын. Басқа бірдеңе үйретіңіз дедім. Мен қайталамаймын дедім, ана балалар үшін келмесе өзінің несі деп. Айқай шығарғанмын ғой, мен ояқта бәрі мәдениетті ғой. Соны мен жолдасым да андай көп дауыс көтердім. Мен ана жерден айтдым, мен бунтармын ғой, енді ана жерде мен оқымаймын дедім мынаны. Маған шақырыңыз. Сөйтіп завучы жетіп келген, завучы да жас қыз. Ненің Тайваньның қызы, енді бірақ ұзақ жыл Америкада тұрады. Сіз анау бала жігіт мұғалім маған ашуланып жатыр, сіз бәрінің көзінше неге өйтіп маған сөйлейсіз дейді. Мен айтамын, мен неге сөйлемеймін, мен ақшамен келіп отырмын, уақытым тығыз, мен 3 айға келдім, 3 айда мен неге кешке дейін ресторанға баруды үйреніп қайтам ба? Ол да керек. Бірақ енді ыммен деп мына тамақ деп сұрап алуға болады. Мен кітапханаға барғанда не деп сөйлесем деймін. Мен театрға барғым келеді шығар, кино театрға. Сол кезде мен не деп сөйлесем, сен маған үйретіп жатқан. Мен уақытымды ұрлап жатсың ғой, мен ақшам кетіп жатыр деп отырмын мен тықақтап. Соны отырсыз ғой. Бір жағынан ана адам қалыптасып барғанда дұрыс екен. Біз университет оқып алғанбыз, бала шағамыз бар, жұмыс істеп көрген адамдармыз ғой. Бізде уже уақыт қымбат. Уақыт қымбат бізге. Андай қалыптасып алған адамбыз ғой, бізге мен есептеп жатырмын ғой, $500 ертең бір айым өтіп кетеді ғой, сонда бір айда мен келесі левелға шықпасам, не үшін мен жүрмін да деймін да. Сөйтіп концерт қойып ана жерде ертесіне олар бізге кино қоятын болды, кітапханаға баруды үйрететін болды, уже басқа программа әкелді ше. Бізге күнделікті ана сияқты визасын әшейін салпылдап жүргендердің несі өтпейтінін түсінді олар. Сөйтіп енді олар клиентке қатты ориентированный адамдар ғой. Сөйтті де бізге ыңғайлап Покахонтасты қойып, соны түсіндіріп, тарихынан да Американың айтып, тарихты да ағылшынша, әндерді бізге басқа программа әкелді ше. Енді көніп отыра берсең, ол немене, ол біз қыдыруға барған жоқпыз былай келгенде ше. Өйтіп бір таңсық. Маған негізі қыдыру қатты не болып тұрған жоқ. Жалпы ішімде сондай екен, өзімді қазір зерттесем, қыдыру маған не бермейді, бірақ бір пайдалы болса, маған ол қызық болады. Соны бетін Америкада 3 айымыз сөйтіп жүріп, ана жер қымбат болды ғой енді. Сөйтіп жүріп, тағы бір Тайваньның қызым бар, мен жақсы араласып кеттік. Сөйтсем, ол қытайлық бір әпкесінің үйде тұрады екен. Оның бөлмесі арзанырақ деді. Бір бөлмесі $600 2 адамға. Сөйтіп ана үйден бір айдан кейін шықтық. Ана бір ренжіді, енді ренжісең де бізге ренжіме, сенің бөлме. Ана кең бөлме. Кішкене алысырақ, 2 автобуспен жүресің. Бірақ анда бізге не, бала шағамыз бар, ақша экономдау керек. Сөйтіп ана бөлмеге шықтық. Сосын банан арзан болатын ше, Америкада сол кезде. Банан көп алатынбыз. Бананнан шығып кеткенбіз ғой, жолдасым екеуміз ше. Енді біз бағаны білмей тұрмыз ғой. Қазіргідей қарап алатын көп ақпарат жоқ. Сол жаққа барып біз білмей неге жетеді, неге жетпейтінін білмей тұрмыз да. Енді сондай немен барғанбыз ғой, тіпті мынандай ашатын картамен қарап жүрміз. Соткамызда Nokia-ны қатып қалады, ояқтың интернет
5G көтермейді мысалға ше, сондай. Сол жақтан біз тұңғыш рет iPhone алдық, бар ақшамызға iPhone 5 деген. Сол кезде алып екеуміз кейін кішкене цивилизацияға қосылдық былай келгенде ше, сосын $600 үйге өтіп алдық. Сол тамақ алып аламыз, өзіміз тамақ істейміз екеуміз, жаңағыдай жердің бәрінен қалмаймыз, тегін дегеннің бәрін көреміз, барып үйренеміз. Сөйтіп 3 айда университетте анықтап қайттық. Сол Сан-Франциско Academy of Art University деген. Академия искусства оқыдыңыз, искусства оқыдық. Біз Нью-Йорк Академия, Нью-Йорк фильм академия дегенді көбісі жарнамасы жақсы. Біздің жақ көп. Блогерлардың бәрі сол жақта жүр ғой. Өйткені оған түсу де жеңілдеу, и оның жарнамасы мықты. Соны зерттедік. Америка бізге соны берді. Егер Қазақстаннан түсе салсақ, біз соны ала салуымыз мүмкін. Бізге де мына жақта отырғанда ол мықты көріне береді ғой. Маркетинг мықты, өте мықты. Ол ашылғанына сөйтсек 7-8 жыл болыпты біз барған кезде. Бірақ аты дардай. Біз түскен оқудың 90 жылдық несі бар? Тарихы. Бірақ тым жарнамасы жоқ. Оларға жарнама керек емес екен. Ол сондай private, қымбат, техникалық мықты жабдықталған университет екен, оған мүлдем жарнама керек емес екен. 90 еш жерде жарнамасы жоқ. Сарафанный радиомен келеді. Сарафанный радио, сосын енді өздеріне сенімді, оған жарнама 90 жыл тарихымен адам тартады. Соны іздеп таптық та біз. Сол жағынан бізге тиімді болды ше. Мына жақта отырсақ мүмкін түсе салу мүмкін еді, жарнамаға, маркетингқа ілініп. Сонда 3 ай оқыдыңыздар да ауылға келіп, сразу болашаққа документ тапсырып, сөйтіп сразу кеттіңіздер ме? Біз ана жерде университетке барып, университеттен перечень документов ненің бәрін алып алдық. Біз келу үшін сіздерге не керек деп сұрадық. Сөйтіп сол университеттен енді ағылшынымыз кішкене 3 айда жақсы болып қалды ғой. Сөйтіп сұрап, ана университет бізге мынандай құжаттар керек. Оларға көбінесе тәжірибесі мол адамдар қызықтырады екен. Енді біздің хабарда ағылшынымыз жетісіп қатты бір мықты болмағанмен, хабарда жетеген 7 жылдық тәжірибеміз болып тұр ғой. Ол оларға қызық. Қандай жобаларда істедіңдер деп ше. Жас студенттерге қарағанда дейсіз ғой. Оның алдында жолдасымның бөлек істеген бір документальный фильмдері болды. Ол фильмге, значит, қатысы бар. Кішкене мына нені білетін продакшнды. Түсіріп көрген. Оларға қызық. Ол біздің тәжірибеміз қызық болып тұр. Себебі бізге кішкене ағылшын жағынан, білім жағынан көмектесіп берсе, біз жетістікке тез жетеміз ғой. Біздің жолымыз қалыптасқан ғой. Біз жұмыс іздеп, қайтадан басынан бастамаймыз. Оларға жетістікке жеткен студент керек ертең. Олардың тарихына жетістікке жеткен, қалай айтсам, бітіріп кеткен түлек керек та. Сондықтан олар бізді тез қабылдады. Сөйтіп кейін келіп, екеуміз де түсіп, болашаққа сосын барып кеттік. 2 стипендия болатына көзіміз жетіп, 2 баламызды алып, сөйтіп кеттік. Басындағы тоже қиындықтар болды. Соны сұрағым келгені, сіздің 2 балаңызбен кеттіңіз Америка. Оқу, балалар, соның бәрін бірге алып жүру қалай болды? Мысалы, сіз оқуға кетесіз, балалар кіммен қалады деген сияқты. Сол кезде бізде 2 баламен қайда баратсын, қалай болып қалады деп қорқыныш бірінші болмады. Бұл қорқыныштың болмауы, бір Аллаға ғана сеніп жүре алу дегенде ол бір жақсы некенше. Тәуекелдің маған жақсы пайдасы болды. Енді кейде көзсіз неғылады бөлгімейді, рискті көре алу да жақсы қасиет қой. Бірақ енді біз сендік ана талпынып бірдеңеге жетеміз, 2 стипендиямыз бар, соны жеткіземіз. Әйтсе Сан-Франциско өте қымбат қала ғой. Калифорнияның ішінде қымбат қала ғой енді. Кремниевая долина бәрі IT-да жұмыс істейді, айлықтар жақсы. Сөйтіп барып, үй таптық, балаларымызды садикке бердік, балабақшаға. Өте қымбат болды. Есімде алмады, жарты күн дегенге бердік па, жаққа арзанырақ. $1,500 ол жерде былай ғой, Американың біздің балабақшаларымен жылап көрсесің ғой. Бізде мынадай коттедждер, ол жақта 2-ақ бөлмені ұстайды. Сол бір бөлмеде ойнайды, бір бөлмеде тазалап алып жатқызады, бір бөлмеде не қылады, бір бөлмеде тамақ ішеді, болды. 2-ақ бөлме, соның ауласында не қылады, соған $1,500. $700 біз барғанда сондай болды ма, $750 2 балаға. Сосын бір студент болғаның үшін ба бір несі болды. Заңды білгеннің ояқта да пайдасы тиіп жатыр ғой енді. Тез қарап ақпараттардың заңдық бір нелері болды. Мысалға біздің инкамымыз төмен ғой, кірісіміз. Студентпіз ояқта. Соған бір 3 сағат тегін деген сияқты бірдеңелер бар. Қалған сағатын сен қосып төлейсің да, 5 сағатқа қалдырсаң 2 сағатында ғана төлейсің деген сияқты бір жеңілдіктерін пайдаландық біз. Барлық жеңілдігін алдық енді шыны керек. Сөйтіп 2 баламыз тастадық. Сосын орыс тілді садиктер болды. Біздің балдарымыз орысша білмейді. Сөйтіп бұларға таза ағылшынша тілінде тез. Негізі қазақ тілінде шықты тілдері. Қазақ тілінде шықты. Енді мен сұрағым келгені, сіз Америкада неше жыл тұрдыңыздар? 5 жылдай тұрдым. 5 жылда балалар даже мектепке барған, мен сториста көрдім, балалардың тілі былайша қарағанда 5 жылда ағылшынға қалыптасып кетті. Вот енді мен қазір шетелде тұрамын, 3 балам бар, 2 балам мектепке барады, и тілдері кәдімгідей ағылшынға қазір бейімделіп кеткен 2 жылдың ішінде. Енді менде қазір бір үлкен проблема қазақ тілін қалай сақтап қалу оларға. Өйткені олар мектеп, қоршаған орта бүкіл ағылшынша болғаннан, қазір олар өздерінің ойын еркін ағылшынша жеткізеді, қазақша қарағанда. Вот соны қалай сақтап қалуға болады тілді шетелде? Ол өте қиын енді, оның маған үлкен бір несі нығметі, Алланың да көмектескені, ата-анамның маған келіп көмектескені.
Мен ата-анам мен осы балаларды кейін мен аяғым ауыр болды, Америкада сабақ оқимын, 2 балам бар бөлек. Сөйтіп осы үшінші баламды, қызымды сол жақта тудым, босандым ғой. Сол кезде ата-анам маған келді. Ата-анам менің таза қазақ адамдар ғой, олар үйде болады көбіне. Сосын балаларды мектепке тасиды, мектепке апарғанша, алып келгенше қазақша сөйлеседі, үйде қазақша сөйлеседі. Бізде мүмкіндік болды баламызды түстен кейін көп жерге беріп тастауға. Қазір андай ғой, балаға уақыт қалдырмаймыз, көп жерге беріп тастаймыз. Баламыз білмеймін, бір 10 жасында уже біздің 40-қа келіп жеткеніміз 10 жасында істеп тастасын деп қалаймыз ғой, ата-аналар қазір тіптен ғой, уақыттары жазулы балалардың. Біз бос уақыт қалдырдық түстен кейін ештеңеге берген жоқпыз. Тек қана тегін мектебіне барды, сол жерден онсыз да ағылшынға былай малынып келді. Сабақтары да жақсы болды, мұғалімдер де жақсы шықты бізде. Жақсы түсіп қалды район. Түстен кейін тек қана ата-анаммен болады. Түске дейін мектепте ағылшынша, түс қайта қазақша сөйлейді. Ата-анам оны күнде қазақша не қылады, бірақ балалар ата-анаңызға, ата-әжесіне ағылшынша сөйлемей, мысалы бізде балалар қазір, балаларды мысалы үйге қалдырдық әжелермен, олар ағылшынша сөйлейді, енді тырысады, былай қазақша келтіреді. Жоқ, бір сол неге өтіп кетсе ағылшын жеңіл деген қиын қайтару. Бұлар өтіп үлгермей жатып ортада ата-анам ұстап қалды ғой. Сосын менің әкем андай тым қазақ адам. Ол жаңағыдай кешкі асық сояққа апарып алып Америкаға асық ойнатып ұмытып қалмасын деп сосын ақындыққа жақын, ет, өлең неғып отырады, ет жегізіп, мынау ет бірдеңе деп американецтерді шақырып алады, тмд-дан барған СНГ-ның адамдарын да шақырып алып ет беріп, мынау бірдеңе деп. Енді күнде ол адамға сіңеді ғой. Сосын түстен кейін неде сөйлетпейді, ағылшынша сөйлетпейді, кәдімгі қазақша сөйлетіп, қазақша ойнатып. Мен әкешем балаға жақын, өзі епті. Мен папам ойындар ойнап қайтады күнде. Автобусқа мінеді, қазақша ойындар ойнайды. Бірдеңе қарады, неше түрлі ойын күнде ойлап таба береді. Қызық болу керек қой. Құр үлкен кісілер ұқсап қазақша сөйлеп маған енді бала сөйлемейді ғой. Бірақ соңына қарай 5-ші жылы уже қиындай бастады. Ата-анам болса да, олар кішкене тілін шайнап. Сонда 5 жыл бойы ата-анаңыз қасыңызда болды ма? 3 жыл қасымда болды ғой. Күшті. Келіп кетіп жүрді ғой, туристік виза болғаннан кейін шығып кетеді, арасында шығып кетеді. Бірақ жаңағыдай тілдері соңына қарай бұрала бастады. Қазақшаны ұзақ деп ұзақ ойланып шығара бастады, сондай қиын бола бастады. Одан кейін біз түстен кейін бұларды медресеге де апаратын болдық, мешіт болды. Америкада. Пәкістандық көп отбасы келіп алған, солардың балдары түстен кейін медреседе ұстайды екен. Себебі енді америкалық білім кішкене тым еркінді. Тым жаңағы ЛГБТ болсын, басқа болсын, бір басқаша көзқарас қой. Бұл балалардың да былай діни несінде ұстап қалу керек қызығушылығын, еркіндігін, өздерінің ислам дінінде ұстанып болғаннан кейін біз отбасымызда оны да ұстап қалу керек болды. Сөйтіп сол медреселерге барады, күнде 5-ке дейін сол жақта. Ол жақта жаңағы кәдімгі Құранда оқитын дұғаларды үйренеді, сүрелерді үйретті балдарға. Сосын ойын көбісі. Ол жақта да ағылшынша сөйлеседі, енді бірақ балмұздақ береді, ойын қызық, балаға бір орта. Сосын қазақы шаралардан біз қалмадық, қазақтардың. Бірақ ол жерде енді балалардың көбісі уже ағылшын болып кеткен. Олар өзара ағылшынша сөйлейді ғой. Сөйлеседі, бірақ соны да сақтап қалдыңыздар. Сақтап қалдық. Кішкене соңына қарай 5-ші жыл уже деформация бола бастады. Ал сол жақта туылған балашы, ол ағылшын тілінде шыққан жоқ па тілі? Біз ол баланың, қызымыздың 1,5 жасында, 1 жасында кетіп қалдық қой. Қазақстанға. Сондықтан оған жеңіл болды. Егер сол жақта туылып, ұзақ 4 жасқа дейін болсаң болды, өте қиын оралту. Мысалы біздің көп сол жақта танысқан таныстарымыз бар. Кейін келді, 5-6 жылдан кейін сол жақта туды. Сол жақта жаңағыдай үйде ата-анасы келетіне мүмкіндіктер болмаған көп қой. Оларға қиын, әлі күнге оның қазақшаға келуі кішкене қиындау. Енді тіл деген сондай дүние ғой, ол өте қиында, ол бір гибкий, ол бір білінбей сананы жаулайтын не ғой тілде. Әсіресе балдарға. Балалар тыңдау арқылы қабылдайды ғой. Олар тез қабылдайды. Сіңіп кетеді. Сондықтан енді оған бір арнайы жұмыстар жасасаң, жаңағыдай болады. Жұмыс жасамасаң, былай келгенде, қалай бәріне үлгересіз, не деп жатсыз ғой, ол үлгермейсің да, үлгермейтіндігімді мен көп жерде мойындаймын. Кейбір нәрселерге мен үлгермеймін, өйткені мен жұмыс істеймін, бала шағамның да кейбір нәрсе үлгермеймін. Бірақ үлгерген нәрселерімді жақсы істеуге тырысамын. Мысалға, бос уақытым болып қалса, жақсы бірге уақыт өткізуге тырысамын. Сапалы. Ұзақ 24 сағат өткізе алмауым мүмкін менің, бірақ мен аз уақытты жақсы бірге өткізуге тырысамын. Сен 24 сағат қасында болып, бірақ өзің жартысында соткада болып, басқада болып, көңілің, назарың. Бірақ мен күнде өзім баламен отырмын ғой деп өзіңді алдау сұрату, білмеймін. Үйде отырмын ғой деген сияқты. Үйде бастысы мен баламен отырмын деп өзіңді алдау сұрату, білмеймін енді қаншалықты не, онда әркім өзі таңдауы ғой. Бірақ мен өзімді сөйтіп жеңілдеймін. Мен өзіме сөйтіп айтамын. Сен ұзақ болмасаң да, аз уақытыңды да сапалы бірге шынайы өткіз деп ше.
Осы жерде сізден сұрағым келіп тұр, мысалы сіз былайынша қарап отырған декретте прям официально отырған жоқсыз, то оқып жүрдіңіз, то қосымша жұмыс жасап жүрдіңіз. Менде де примерно сондай да, жалпы үйде отыра алмаймын өзім, бірақ сыртта жұмыс жасағаннан кейін бір чувство вины деген болады да балада. Мен неге қазір жұмыс істеп отырмын, көп жұмыс істеп қойын, балама бару керек еді деген сияқты. Сондай сезім сізде бола ма, және де қалай ол нәрсемен күресесіз? Енді білмеймін, ол менің бағым ба, сорым ба білмеймін, бірақ менде чувство вины деген мүлдем сол сезім жоқ менде. Күшті негізі. Мен енді ол дұрыс, мүмкін дұрыс, кейбір үшін дұрыс емес те шығар, кейбір көзқарас бойынша әртүрлі көзқарас бар ғой, бала тәрбиесіне де қатысты әртүрлі ұстаным бар. Бірақ жалпы табиғатымнан мен чувство вины жоқ адам болып тұрмын ғой, табиғатымнан. Ол менің сондай бір болайыншы деп дайындалып алып, бір эксперттерге, менторға барып, мен сөйтіп шыққан жоқпын бұдан. Табиғатымда сондай жоқ. Енді айтып тұрмын ғой, әке-шешемнің мен жалғыз баласымын, мені тым еркін өсірген, өте көңіл бөліп өсірген. Сен несің, сен жұлдызсың, сен аспандағы айсың, сен енді королева Америка, Английсың, Америкада машинаң болады, мен алдында отырамын деген сияқты әкем соның бәрін берген. Хотя менің әкем өте қарапайым жұмыс істеген адам. Заводта, жаңағы сварка дейді ғой, дәнекерлеуші жұмыс істеген. Ол кісіде ондай ой қайдан? Білмеймін, ол өзі де үйінің кіші баласы бір келді ма, ерекше жалғыз баласы болғасын махаббатпен келді ма, мен білмеймін қайдан келген. Енді олар бір маманға барып білім алған жоқ қой бала тәрбиесі. Ол кезде бір шетел ашықта емес, бір папам сондай тұғын, үйде көп кітаптар оқитын, философтарды оқыған жақсы көретін, сондай көз ашық адам болды да, бірақ әкесі ауырып, жоғарғы оқу орнын оқымай қалған. Әкесіне қарау керек болады да, ауырып оқуға бармай қалады. Спортқа бейім сондай кісі. Мамам да қарапайым, былай келгенде медбике болды, 40 жыл медсестра болып, содан пенсияға шықты Аралда. Бірақ солар маған жаңа еркіндікті берді ғой, жаңа махаббатты берді ғой. Мен өзімді бірдеңе кінәлі сезініп, мен бір кінәлімін. Болады ғой сондай әйелдер, күйеуі дамымай қалса да кінәлі сезінеді, үй жинай алмай қалса да кінәлі сезінеді, содан өзі соңында шаршайды. Негізі ол кәдімгідей андай разрушительный энергия ше, шынымен. Ол бір сен чувство вины болып кетті деп тастап кетіп басқаны істеп кеткен жоқсың ғой, но бірақ мына жұмысыңды істеуге де ол кедергісін келтіреді да, өйткені ішінде энергияны жейді екен. Білмеймін ғой, енді мен нақты айта алмаймын мынадан деп, оны бір ұзақ жыл психологиялық зерттеу жүргізу керек шығар, оны бір себебін табу үшін да, бірақ мен өзімде сондай жалпы жоқ. Жалпы жарайды. Мынандай нәрсе көп айтатын бармын. Ештеңе етпейді деген нәрсе мен әке-шешемнің аузынан көп естігемін. Балдарыма да соны көп айтады олар. Ештеңе етпейді, су төгіліп қалса да ештеңе етпейді, кружка сынып қалса да ештеңе етпейді. Мен бір рет есімде, жақсы лайфхак. Лайфхак жақсы. Мен әке-шешемнен өзіме алған лайфхак. Мен папамның жақсы көретін жеңіл не болды, суытып шай ішкен ұнатады да мен әкем. Жеңіл кесесі болды, өте жеңіл ана кесе. Енді өзі әркімнің өзі сүйікті ыдысы болады. Соны мен сындырып алдым. Есімде нешінші жаста екенім есімде жоқ, мен сындырып алдым. Мен өмірімде бір қатты қорыққаным сол. Мен өзім қорықпаймын да, ештеңе жаңағыдай еркіндік берсе қорықпай өсесің ғой. Бірақ ана кесені сындыр жерге тарс етіп жарылып кетті келе жатқанда, бірден папама қарадым ше, андай реакция. Сол кезде хотя байқамадың ба деп айтқан жоқ. Сол кезде маған ештеңе етпейді деп айтты да. Өйткені ол біліп тұрмын, оның ең сүйікті кесесі тұғын. Білмеймін, әкесінен қалған еді, есімде жоқ. Өте жеңіл кесе анау. Сөйтіп мен соны сындырып алдым. Сонда маған ештеңе етпейді деп айтты да, мен содан кейін түсіндім, жалпы адам өліп қалмаса ештеңе етпейді екен ғой деген менде түсінік болды да. Мысалға қазір балдарыма да сөйтеді, мен ана кішкентай 5 жасар баламның өзі төгіп алады да, өзі бірдеңе қиратып алады да, өзі бізге айтады ғой ештеңе етпейді деп. Ол да бір жақсы адамға бір жеңілдік береді екен да, өз-өзіңді жей бермей, ситуацияға жеңілірек қарауға. Сосын ол енді сынып қалды, ол бір байқамадың ба дегеннен де бір адам, ол қайтадан скотчтай алмайсың, енді ол байқағанда өтіп кетті ғой, қайта қалпына келмейді. Одан да саған жеңілдік сыйлайды екен да сезімге. Ол адамда бір кінәлі сезінбейді, қатты өзін. Бір кінәлі сезім деген ештеңе қатысты болмапты. Мен бірдеңеге қатысты сабақ оқымай ұйықтап қалған кезімде де болмапты да. Былай келгенде біз жақсы оқитын адамдар үшін сабақ оқымай қалу деген өте стресс қой мысалы. Ондай болмайды сізде. Болмайды менде. Білмеймін, болмайды. Қандай күшті? Болмайды. Қазір де жұмыс істеп жүрсем де білмеймін, жеңіл, маған кайфовать етіп жұмыс істеп жүрем. Балада үйде отырсам да кайфовать етіп отырам. Сол үйде отырсам жұмыс істемей қалдым, ойпырмай деп чувство. Вот осыны сұрағым келеді. Мысалға менің көптеген таныстарым бар, декретте отыр, енді қазір бізде сондай жас қой, балалар кішкентай. И олар айтады да, бір инстаграмды қарасам бүкіл өмір менің қасымнан өтіп бара жатқандай дейді да. И мен бір өзімді дамымай қалып жатырмын, уақытым кетіп жатыр, ана елдің бәрі шетелде жүр, дамып жатыр, күшті болып жатыр, а мен қалып жатырмын деген сияқты вот. Сондай сезім болады дейді да. Ондай сезім сізде тоже болмайды? Болмайды. Маған қызық емес, болмайды, білмеймін, мүлдем болмайды. Ол сол шында баланы іштен толымды қылып өсіру керек деп мен ойлаймын. Қазір сөйтіп өзім арқылы ше. Іштен толымды қылып өсірсе, сен енді былай келгенде мен әкешім дым ағылшын ауылдан Арал ғой, білесің ғой, Аралдың мүмкіндігі.
бірақ ары кетсе бәріміз бір көрген бір хабар ОРТ сол бір 4-5 канал шығар, енді сол ғана ғой біздің де кругозорымыз. Сол аудандық ауруханаға жұмысқа баратын мамам сол адамдар былай қарады. Бірақ you are enough дегенді маған былай бере алған ғой қазақы тілмен ше. You are enough деген сен жеткіліктісің деген. Өз-өзіңе жеткіліктісің. Сен жеткіліктісің, сен не обязательно ана ұқсап жетістікке жетпесең сен осылай жеткіліктісің, осылай жақсы көре береміз біз сені. Үйде тұрып қалсаң да, кесе сындырып алатын, неуклюжий болсаң да. Мысалы мен тамаққа ерте араласқан жоқпын. Мысалы бір менің құрбыларым бар Шымкент жақтан. 5 жасынан қамыр илеп, мен әлі күнге қамыр деген ұнатпаймын онша. Қамыр нелер маған ұнамайды да, өзім тәбетім жоқ. Айтып тұрмын, ішкі қалау болады ғой енді. Одан маған плов басу ұнауы мүмкін, бірақ мен кейбір адамдар қамырды жақсы көреді. Қамырды күшті істейді, маған ол емес. Бірақ сол кішкентайымнан қыз баламнан білу керек деп мені бір давить етіп не қылған жоқ ше, бір не қылған жоқ, you are enough деп ше. Тамақ істемесең де enough деп өсірген шығар. Мүмкін содан да қазіргі бүкіл психологтардың айтатыны сол негізінен баланы қандай бар солай жақсы көру керек, ешқандай требование қоймау керек деген. Сол кезде біліп тұрасың ата-анаңыз. Енді әдейі істемесе де табиғи солай болған шығар деп ойлаймын. Интуитивно. Көптен күткен баласы, басқа шетінеп кеткен балдары болған, сынақ болған бастарында бала мен ата-анамда. Бірақ сонда қазір айтамын, неге сендер бір отырып бір Құдайға реніш айтып, жалпы біреулерді жамандап отырып, біреуге реніш айтып, неге сондай жасамағансыңдар ма? Или мен сол кезде болмаған ба деймін да, онда естімеппін. Денсаулықтарына қатысты мен қазір есейе келе сұрап былай біліп алып жүрмін да, бір шағым айтып кешке дейін сондай естімеппін ата-анамнан. Содан да шығар жолдасым айтады ғой, саған бір қарасаң бәрі жеңіл. Мен шағым айтуды жек көремін ғой, жағдай отырып алып әнжерім деп денсаулыққа қатысты да ауыра беріп. Ол да қандай күшті? Позитив всегда. Маған ұнамайды шағым. Жоқ, мен ойлаймын, бір жерің ауырып не қылса, енді бірдеңеге жазылып шешіп ал деп ше. Шешпесе ол несін айта бер. Шешілмейді ғой деп. Сондай мен позициядамын ғой енді. Ол сол ана кісілерде маған солай беріліп тұр ғой. Негізі қазір бала біз байқамаймыз ғой, бірақ бала айтады ғой, көшірме машина деп ше. Сіңіріп алады бәрін. Губка деп. Ол рас, мысалы біз баланың көзінше кейде шаршадым, туымнан бәрі пробка, неге тез жүрмейді, немесе неге бұлар не деп, осы бірдеңе шықсаң деп көп жұлқынсақ, бала оны копировать етіп, өмір балаға қиын болып сіңеді екен да. Балада міне өмір қиын, далаға бүйтіп сауыт киіп шығу керек. Қиын екен ғой машина айдауда, пробка болады екен деген сияқты. Демек олар ата-анама қиын, демек өмір қиын деген ата-аналарына 100% сенімділік болады ғой оларда. Бірақ балаға сен айтпайсың өмір қиын деп, ауызбен отырып балам деп. Бірақ сенің ана әрекеттерінен, одағай сөздеріңнен, эмоцияңнан бала сіңіре береді екен. Енді мен де солай сіңірген шығармын деп ойлаймын. Айтпаса бір данышпан емес, бәріміз бірдей туып, бір роддомда туған адамдарымыз ғой, былай қарасаң, бәріміз кеңес үкіметінің сол есінде жас кезіміз өтті. Рожкимен бізді де бақты, былай келгенде ата-анамыз ол кезде бір авокадо жеймін деген, не екенін де білмейсің авокадоның мысалға. Бәріміз бір дәуірден өтіп жатырмыз, бірақ бір адамдар өмірлік кейбір сынақтарды неге ауыр қабылдайды? Кейбір адамдар басындағы бірдеңелер тауып алып, соны үлкейтіп, гипербола қылып, мен сондаймын, мен деп ше, шаршап. Ол да дұрыс шығар, енді өзіңді, менікі де дұрыс емес шығар, тым сенімділік, тым позитивный болу да өмірде дұрыс емес шығар, бірақ мен ойлаймын, энергия затратны маған, мен үшін. Жаңағыдай бірдеңені ойлап, соның минусыңды ойлап, қазбалап, сонымен жұмыс жасау маған энергия затратны вообще білмеймін, маған ой да келмейді, шаршаймын. Одан жаңа бірдеңе көре бер, өзіңді іздеп тауып алған маған легче, и сол наоборот энергия береді маған. Сол сіздің стористарыңызды қараймын да, и стористарыңызда балаларыңызбен сөйлесіп жатасыз ғой, и бәрі бір жеңіл көрінеді да. Өйткені менде тағы бір сондай адам бар, мен жолдасымның Жанар деген апасы бар, тоже 5 баласы бар, бірақ андай жеңіл қарайды да балаларына. Мен үшін ана босанғаннан кейін бала қатайып кеткенге дейін түнімен ұйықтамау, бір депрессия, бір стресс да. Ал ол кісі бір жеңіл қарайды, мысалы баласы 2-3 ай болуы мүмкін, подружкалармен баласы құшақтап алып Дубайға бір қыдырып жүре беруі мүмкін. Маған ол бала қалай деген сияқты да. Получается, ол өмірге деген қарым-қатынас, өзіңіздің отношениеңіз сондай жеңіл, сондай жеңіл, сосын саған егер сондай болсаң, Алла сол жолды ашып беретін сияқты, жеңілдетіп беретін сияқты. Мен сөйтіп жағдай проблема жасап көрмеппін, сөйтіп баламен, барлық баламен 2 айда жұмыс істеп, 3 айда екінші баламен де 3 айда Турцияға барып, жаңа командировка сапармен жұмыс істеген. Мына баламен де қиын емес сонда. Қиын емес. Кеше де барып бір жоба жасадық. Балам коляскада жата береді, маған қиын емес. Ол бір анасының Алланың бір сондай бір жасап қойған жеңілдік, өйткені мен Алланың өмірін жеңіл деп миымда ой тұр ғой.
жеңіл деп қабылдап тұрғасын, ол да маған сондай жауап беретін шығар деп ойлаймын. Білмеймін енді, мен мына жерде философия шығарып қазір бірдеңе айтуға енді ыңғайсыз қой, оны қалай шығарамын. Бірақ өзімнің түсініктерімді айтып жатырмын. Бір адамдар қазір ойлап қалмасын, бұл жеңіл деп айтты, өзінің бірдеңе кредит жоқ, оған деген сияқты. Оған айтуға жеңіл ғой деген сияқты. Мысалы маған да немес, мен өткенде салдым ғой, 15-ші рет көшіп жатырмыз деп. 5 баламен көшіп қону. Бір сол нәрсеге де жеңіл қарайтын сияқтысыз, иә, жеңіл ол. Енді сөйтіп қарасаң, саған сондай жол ашылады, саған жеңіл дейтін сияқты. Білмеймін, мен өмір сенің оған берген, сен оған деген көзқарасың сияқты саған отдача беретін сияқты да. Сен подачаң қандай, сондай отдача алатын сияқтысың. Білмеймін енді, бұл менің бір кішкене түйіп атқандарым ғой, әлі мен түйіп біткен жоқпын ғой енді өмірді. Негізі күшті. Өйткені мысалы мен сол кісіге қарасам, сізге қарасам, бір көп балалы болғың келеді да, бір жеңіл сияқты, баланы өзімен өзі өсіп жатыр деген сияқты. Бірақ қайтадан реальный өзіңнің өміріңе келсең, жоқ, бұл қиын ғой, жоқ дейсің да бір. Ол фокуста ғой. Сіздер сол бір, мен негізі менің қасымда ұзақ 24 сағат отырсаңыз, жаңағы нәрселер, сіздің өміріңізде нәрселер менде де бар болуы мүмкін. Бірақ мен барлық нәрсе аралас қой біздің өмірімізде. Жақсылық та болып жатыр, жамандық та болып жатыр, қиындық та болып жатыр, жеңілдік те болып жатыр. Бірақ енді менің фокусым жеңілдікте болса, сіз мысалға BMW алғыңыз келіп жүрсе, фокусыңыз сода болады ғой. Бүкіл жерде BMW көресің. Сол сияқты шығар деп ойлаймын мен. Фокусым анда да болып тұр ғой, жеңілдікте. Содан да маған бәрі жеңілдей беретін шығар, енді мен білмеймін ғой. Білмеймін, жеңіл, мен түнімен тұрып қиналып баланы селкілдетіп көрмеппін. Вот сол жағдай негізі балаға да әсер етеді сияқты. Мысалы әйел өзі, ана, как раз менің оқырмандарым сондай келіншектер ғой. Өзің стрессте жүріп қиын десең, бала да мазасызданып, сондай болады. Ананың күйі 100% балаға әсер етеді. Олар сондай әлі бір-бірімен кіндігін байланып тұрып шыққан енді жаратылыс қой бала деген. Ол әсер етеді сенің күйің. Сен тревожный боласың ба? Сен өзіңнен уайымшылсың ба? Балаң жылай беруі мүмкін. Ауырып қала ма, бүйтіп қала ма, тоңып қала ма, неғып қала ма десең, ол неғылуы мүмкін. Бірақ Алла тағала сенен шыққан бала болғаннан кейін саған бір интуитивный сезімдер береді балаға қатысты. Мысалы, ол ыстықтап тұр ма, тоңып тұр ма. Сондықтан да сырттан көп ақыл айта берген дұрыс емес анаға. Жаңа босанған анаға айта берді ғой. Ол бәрінен жақсы біледі дейсіз ғой өз баласын. Жақсы біледі. И ол өзінің бір ойығын табады өз баласына қатысты. Ойығын табуға біз мүмкіндік бермейміз. Әр ана өз баласын зерттеп, бала да анасын зерттеп жатыр ғой мына өмірге келгеннен кейін. Екеуі бір ойығын табу керек қой, екеуі бір ішкі келісім табу керек қой. Сөйлесе алмағанмен адам эмоциональный келісім болады ғой бір-бірімен. Соны табуға біз мүмкіндік бермейміз ғой. Әсіресе үлкен кісілер, әсіресе кейбір енелер, енді мен өзім басымда ондай болған жоқ, мен енді тым еркін болғаннан кейін айтып тұр ғой, самостоятельно мамам да енем де мен балаға қатысты ақыл беріп араласып қатты өйтпейді маған олар қолдау білдірді. Вот қолдау негізі өте маңызды. Шаршап қалдым ба, біз қарайды келіп жұмыс істеген кезде кейде қарап, мен мамам үнемі келеді, өзімнің анам енді. Маған үнемі әке-шешемнің үлкен қолдауы бар. Маған қалай үлгересің десе, мен сол себеппен үлгеріп жатырмын. Олар болмаса мен үлгермейтін едім. Және де мен делегирование деген жақсы қолданамын. Бөліп берем, қайынсіңілім көмектеседі, нем көмектеседі, мен одан өзімді кінәлі сезінбеймін. Мен өзім істеу керектің бәрін деген нәрсе жоқ сезім. Рахаттанып, шұтығып жұмсап, рахаттап, риза болып, соңында деген керемет деп біреу менің бір вилкамды жуып қойса да, мен 100 бет рахмет. Мақтап жіберіп. Иә, 100 бет рахмет айтып, смс жазып, не қылып, кейін оған Турцияға барсам, сыйлық әкеп сондай істей аламын да, маған наоборот жеңіл. Сондықтан да біздің үйден адам үзілмейді. Маған адам келген керісінше ұнайды. Жұмсап жіберем дейсіз ғой. Келген адамның саған пайдасы бар. Барлық адамның өмірде пайдасы бар. Даже қыз келсе, ол бір кесеңді жуып кетсе де қарап отырмайды ғой, білмеймін, қанақта бар ма ондай бір қарап отыратын адамдар. Жу демесең де өздері біліп, сен 5 баламен бүйтіп жатқан кезде өздері келіп бәрі көмектеседі, бәрі жақсы адамдар ғой. Білмеймін, бір кесеңді жуып кетсе де нең кетіп барады, бір мезгіл не түскасын дайындап қойса да ол деген үлкен көмек қой мысалы. Күшті. Сондай да. Опять-таки бұл өмірге деген сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз сияқты. Өйткені керісінше кейбір адамға үй адамға ол қиын, ол қонақ қой, мен тамақ пісіру керекпін, бүйту керекпін деген қиын болып көрінеді да мысалы. Фокустан ғой, ол қиындыққа фокус қойсаң, қиындықта фокусың ұлғая береді. Мысалы менің осы 5-ші баламның кішкене құс ұйқы болды бұл. Ұйқысы басқа балдарым күндіз де ұйықтай беретін ұзақ ше, тыныш бұл. Бұл кішкене күндіз оянып алатын. Бірақ кешкісін ұйықтаса таңға дейін ұйықтайды шүкір ше. Бір шүкір айтатын. Түнде бір қайта не қылып селкілдеп, бала қарап, жылап кетті деп ойбай деп тұру керек деп будильник қойып емізіп өйтіп көрмеппін.
именно ұйқым түнде өте қатты адаммын, бірақ әйтеуір балаға табиғи бір ойнам, онда да қарып селкілеп көгеріп жыламайды. Сондай бір жеңілдік берді да маған. Содан мен кешке дейін соны айтамын ғой, жаңа әйтеуір түнде күшті ұйықтайды бұл деп ше. А сіз фокусыңыз жаңағыдай болса, сіз жаңағыны айтасыз, күндіз ояна береді, ұйықтамайды, неге мына бала ояна береді деп ше. Бірақ түнде ұйықтайтын байқамайсың. Байқамайсың. Сен когда фокусың сондай бір жеңілдіктерге, өміріңдегі жақсылықтарға, нығметтерге қойылмаған кезде сен оны бар екенін байқамайсың. Фокусың кешке дейін негативта, фокусың кешке дейін өміріңде жоқ нәрседе, фокусың өміріңде қиындықта, сен өміріңде жақсылық өтіп кеткен байқамайсың ғой. Мысалға бір өткенде бір таныс бір зат алыпты да, бір оның сосын сен айтатын, сен соны қуанып бір не қылғаныңды байқамадым ғой, киіп үстіңе іліп жүрген бірдеңе десем, айтады, сол кезде мен арықтап кеттім деді ма, қарайып кеттім деді ма, или бірдеңе болып кетті, толып кеттім, ұмытып қалдым, бірдеңе болып кеттім. Содан ана маған тұрмай қалды дейді да. Сол жағын байқады да, сөйтіп ана жақсы зат алғанның несін ләззатын жоғалтып алды ғой, бір сәтінше сезінетін. Сондай бір, енді мен білмеймін, ол табиғи, мен бір мынандай психолог оқыдым, Америкаға мынандайдың кездесуінде болдым, мынандайдың сабағын алдым деп айтамаймын. Вот сол жағын сұрайын едім, сізде бір қарайтын психологтар, немесе бір оқитын арнайы кітаптар, баланың тәрбиесі деген сияқты сондай бір өзіңіздің фавориттарыңыз бар ма? Баланың тәрбиесіне қатысты бір мына адамдар дей алмаймын, бірақ америкалық бір зерттеулерді оқимын. Бала тәрбиесіне қатысты көп зерттеулерді оқимын. Психологиялық зерттеулер. Сосын қолданасыз соны? Қолданамын. Мен қолданып көремін. Сосын негізі мен бұрын бір курс бастап өтсем ба онлайн деп бір бастағанмын, позитив ата-ана деген. Иә, мен көргем Инстаграмда сіз сондай курсыңыз бар. Өте жақсы отзывтар жинады, бірақ ол кезде әлеуметтік желіні қатты дамыған, кейін мен бір жұмыстарым басталып кетті да, сөйтіп ол қалып кетті. Ол кезде онлайн қазіргідей дамымаған қатты. Бірақ өте жақсы отзывтар алдым. Ол жерде америкалық зерттеулерден жасалған көп психологтар, педагогикалық мамандар, дәрігерлер бәрі қосылып бірігіп нелер жасайды да, сондай ортақ бір концептуалдық бір зерттеулер, талқылар, солардан жиналған тәжірибе. Бірақ мен оны кейін біраз уақыт балдарыма қолданып көрдім. Содан қазір кейбіреуден нәтиже көріп жатырмын, кейбіреу бізге келеді, кейбіреу келмейді мысалға да. Сондай арқылы бірінші көремін. Менде бірақ қатты андай жауапкершілік. Жаңа бәріне жеңіл қарағанда менің бір жеңіл қарамайтын нәрсем бар екен. Мен қазір сонымен жұмыс істеп жүрмін. Сондай адамның өзі болады ғой бір кемшілікті сол. Менің сол жеңіл қарамайтын нәрсем, мен бүйтіп ойлайды екенмін, жетістікке адам, ақша табуға, заслужить етіп жету керек, еңбек етіп, қара термен. Сөйтіп мен қарашы өмірімде мектеп оқыдым, алтын белгіге барым салып тырмысып. Одан университетті Қызылға бітірдім, Казгудың юрфактың. Одан кейін магистратураны өте жақсыға бітірдім мен Америкадан. Сонда мен кино мамандыққа кейбіреулер біреуден курс оқып алып кіріп кетуі мүмкін. Мен жоқ, ананы сен профессиональны, не дейді, оны академический оқып кіруің керек деп ойлайды екенмін. Бәрін сөйтіп ойлайды екенмін да, академиялық оқып, сосын еңбектерің сіңіп, сосын барып сен көп ақшаға жетесің деген менде бір мышление бар екен, қате мышление. Мен қазір сонымен жұмыс істеп жүрмін. Қазір менде кішкене ақша табу да жеңіл, онда бір жеңіл жолдары бар. Ол да бір алдамай, арбамай, таза жолмен дұрыс бағыт қойып, жеңіл қарап, кейбір нәрсені үйрене салып, инфобизнесменді, инфопродюсерлікті оқып алда, жасай бер, өзіңе қолдан инструменттерін деген сияқты мен мышлениемді өзгертіп жүрмін. Енді адам деген өлгенше өз-өзіңмен жұмыс қой, өзгермейді деген нәрсе жоқ. Мен қазір сонымен кішкене жұмыс істеп жүрмін. Онымен жұмыс істегенде тиындар да, ақша да бір жеңіл келе бастады, сондай бір көзқарас дейсіз, қайтадан өзгерді. Мен байып кетіп, жеңіл жолын не қыламын дейтіндей емес, бірақ енді кішкене неңді өзгертсең, келеді екен. Иә, негізі мышление көп нәрсе байланысты. Енді сізден сұрағым келген, балаларды сіздер сол, енді мен өзімнің бойларымды сұрап алайын, Америкадан алып келдіңіздер Қазақстанға. Енді ол балалар мектепте ағылшынша оқыған ғой. Бұл жақта қалай бейімделді, кириллицаны үйреткен бе едіңіздер Америкада жүріп, сол жағы қалай болды? Кішкене қиын болды басында. Жаңағы менің енді фокусым оған қойылмағаннан кейін ол маған үлкен қиындық болып көрінбейтін шығар, бірақ балдарыма қиындық болды. Өйткені біз бір мектепке бердік та, үйге ыңғайлы. Сол кезде Астанада тасу да керек болды. Күн ауа райы да бізге ыңғайсыз болды. Сан-Францискода қыс жоқ, жылы ауа райында, мұхиттың жанында тұрғаннан кейін, мұн жаққа келіп Астананың қысына өте қиын болды. Енді бастап келгенде көлігіміз жоқ, бір жұқа көлікпен Матиз деген көлігіміз болды, әпкем бере тұрып, кейін ақшасын бересін деп енді келіп жатыр қой, енді орналасу керек, көшу де көп ақша.
сөйтіп ол көлік суып кетеді, тез қатып қалады. Сөйтіп баланы тасу жағы да стресс болды ма оларға ше, күнде алып кетеміз, кешкісін пробкаға түсіп қаламыз Тұранның бойында. Әйтеуір балама қиын болды. Сосын көп бізде ескерту қатал, бізде андай ғой, қателікті кешірмейді ғой біздің қоғамда, мұғалімдер де, ата-ана да. Біз өз-өзімізге чувство вины откуда? Чувство вины өз-өзінің қателігін кешірмейтін адамдар да ғой. А өзінің қателігін неге кешірмейді? Біз адамды тым идеализировать етеміз да. Адам деген, ол идеалдыққа ұмтылуға болады, бірдеңе пайыз. Бірақ ол идеалды емес қой, періште емес. Оның қателігі болады. Оның да сен неге чувство вины адамдарда оянады? Ол қателіктерін өздеріне кешірмейді. Біз өзімізге де кешірмейміз. Басқаға да кешірмейміз. Өзіне кешірмейтін адамдар баласына да кешірмейді. Өзіне кешірмейтін адамдар мектептегі оқушысына да кешірмейді. Сондай ғой біздің мұғалімдік состав. Сөйтіп барады, бұл балам, екінші балам, әсіресе бірінші балам білмеймін, әйтеуір алып кетті. Сонда қазақ мектебіне бердіңіздер ма? Нешінші классқа келді олар? Бірінші балам бірінші класс, екінші классқа келді, екінші балам бірінші классқа келді. Ол сонда мысалы әріп танымайды, қалай екінші классқа келді мысалы? Әріптерді үйретті, әжесі үйретіп жүрді ғой деймін. Әріпті мектепке дейін. Мен білмеймін, сол таный ма, танымай ма, мен қатты сабақтарына кіріспеймін олардың ше. Әйтеуір бердіңіз. Өйткені мен өзім де, менің сабағыма ешкім кіріскен емес. Мен сол алтын белгіні де өзім оқып, ешкім маған оқы деп айтқан емес, күнделігіңді әкел тексерем деген емес. Неге мынауыңда 4, не сабақ, не отып сұраған емес. Үй жұмысын бірге жасау деген. Ешкім маған жасаған емес. Мен мамам айтады ғой, сабақтан келіп, сен бірінші киіміңді шешпей сабағыңды орындап тастайсың, тамақты ішпей деп. Өзіме сол бір кішкентайымнан келді сол нәрсе қалау. Енді ол да менің қалауым шығар. Кейбір бала олай емес, ол да окей. Кейбір бала спортқа бейімдігі бар, оқымай-ақ қойсын, мысалы оқысы келмесе не істейді. Сөйтіп мен балаларым кіріспеймін, неге андай бағаң деп. Мен мүлде мен тарапымнан не жоқ оларға қысым ше. Ата-ана тарапынан жоқ бізде, бірақ мектеп тарапынан болды ғой. Содан ол кішкене екінші балам стресске түсе бастады. Шаштарыңды ал дей берген менің балаларым ана арықтап беттеріне да, сосын өздерінің әке жағынан да генетика құлақтары үлкен. Сонша шашын өсіріп алған ғой бұлар Америкада, кіттай болса да. Мына жақта шашыңды ал дей береді. Сонан екінші балам неге ол бізден сұрамайды? Әркім өзі біледі ғой деп не қыла бастады басынан кішкене. Сөйтсе жаңағы бұл әріп дұрыс жаза алмайды. Баспамен жазады ғой. Америкада баспамен жаза береді. Баспамен жазады қазақша сөздерді. Баспамен жазады да бұл мынандай шығарды, қорыққаннан ба білмеймін неден, дауысты дыбыстар тастап кетуді шығарды. Қызық. Қызық болды. Дауысты дыбыстар жоқ. Отыр деген сөз болса, бірінші әріп дауысты жазу мүмкін, тыны жазу мүмкін, ын тастап кетеді да, отыр деп жазады ше. Сондай кітап дегеннің ісін ктп деп сөйтіп қояды. Сондай бір нелер болады. Енді ол бірден келе салып ана ортаға кіргеннен кейін болып жатқан шығар, андай адаптация деген болған. Ана мұғалім де оны түсінгісі келмеді ма? Мұғалім андай требовательный. Кейбіреулер требовательный мұғалім жақсы көреді. Ана баланы бос жібермейді, баламды жетістікке жеткізеді деп. Бірақ менде ондай не болған жоқ, қалау. Ана балама қызыл пастымен не бере береді, ескерту. Әдемі жаз деп күнде қызыл пастымен ескерту леп белгісімен. Ана баламды одан сайын стресске түсірді ғой, әдемі жаза алмай, одан сайын быт-шыт болып, ана әріптерді тастап. Сосын бір күні маған ашуланып кетіп айтады, не үшін керек бұл жазу, бәрі компьютерге өтіп жатыр. Маған бұл керек емес, ертең жазу деген қалады, компьютермен басады бәрі деп ше, қиналып кетті. Сосын сондай бір бунттар шыға бастады. Сосын бұлар орысшасы мүлдем жоқ қой, ағылшынша келген. Сөйтсе орыс тілді мұғалімдер бізде консерванттау ғой, кеңес үкіметінен келген. Олар қатып қалған бір кіргеннен орысша сөйлейді екен, шыққанша анау дым түсінбейді. Ағылшын мұғалім, ағылшынша көбісі білмейді. Ағылшын мұғалім қазақша түсіндіреді екен. Балалар түсінбейді деп. Сосын бұлар бүйтіп сөйлей бастады мен балдарым. Неге ағылшын тілі де орыс тілі де бізге шетел тілі ғой дейді. Неге онда ағылшыншаны біз жақсы білеміз, орысша білмегенмен. Онда кіргеннен ағылшынша да сөйлесін дейді да. Бұл 3 миллионны сезініп тұр ғой, өздерін кем сезініп тұр ғой. Орыс мұғалім неге ол шетел тілі ғой? Оны или қазақша түсіндірсін ол дейді. Ол орысша сөйлейді. Ол неге кіргеннен бізге қатып қазақша түсіндірмейді дейді да. Мынаның аудармасында қазақша арасында қоспайды, басын аяқ консервант қой. Олардың әкелерінде де орыс тілі мұғаліммен сондай проблема болған. Андай ауылдан келген балаға интернетте оқыған әкесі түсіндіріп жіберуге болады ғой, сөйтсе кейін өстіп түсіндірсе болатын нәрсе екен ғой деп мысалы. Содан ол бір-ақ сабақтан 4 болып алтын алған әкесі. Енді мына балдарда сондай бунт шыға бастады, баламда стресс бола бастады. Балам жағдай тырнағын тістеп, стресс үстіне бір қышитын шыға бастады ше. Содан не қылдық, мен мектеп іздедім. Бірақ біз жаңа келгенбіз, орналасуымыз бар. Айтып тұрмын ғой, бір 2 бөлмелі үйімізді Америкада жүріп төлеп жүргенбіз, қосымша жұмыс жасадық Америкада соны төлеу үшін. Келіп орналаса, соның соңғы ақшаларын беріп, біз несіз қалдық, капиталсыз кішкене басында. Енді новый жұмыс табу керек, сен болашақтан бітіріп келіпсің деп бізге ешкім бір миллион айлаға жұмыс дайындап отқан жоқ қой. Содан кейін келдік та мектеп іздедік. Баған бесплатно керек болды, тегін мектеп, бірақ еркін.
балалар өзін жақсы. Сөйтіп жүргенде бір мектепке тап боламыз. Қарагөз деген апай, қазір ол кісі мықты Алматыда биномның директоры. Бірақ ол кезде бином емес, бір шет жақта дипломаттар тұратын бір городок бар екен. Сол жерде бір мемлекеттік мектеп бар екен. Кішігірім, ішінде бір не емес. Қазақ мектебі. Қазақ мектебі. Бірақ ішіне барсақ кітаптар шашылып жатты. Сосын бізді ана кісі таныстырған кезде өзі шақырды бірдеңеге байланысты кездесуге ма бізде міне көрдің балдар отырып оқығысы келсе отырып жатып оқуға болады деді ғой. Ұнап қалды сізге? Ұнап қалды. Сосын балдарды апарып едім, бірден балдарым ұнады. Сөйттік та біз сол мектепке ауыстырып жібердік балдарды. Алыс болсын не болсын деп сол мектеп. Содан кейін балам кішкене жайраңдай. Бірінші баламда да проблема болды. Ол көп кітап оқыған жақсы көреді. Гарри Поттер өзі кітей бір оқиды. Соны байқаймыз сториста постоянно кітап оқып жүреді балаларыңыз. Енді кітап оқуға қатысты мен тоже курс жасадым, оны бір сонда сұрайын дегенім, қалай үйреттіңіз балаларға деп. Ол енді үлкен бір система тоже, мен бір зерттеулерді қарадым ол туралы, сөйтіп бір қосып өзім қолданып көрген нелерім бар. Енді ол бір кәдімгі үлкен бір не, үлкен тақырып та, иә. Сөйтіп бұл Гарри Поттерді сұрайды ғой жаңағы мектепке барып. Сөйтсе бұны сен кітайсың, сен оны оқымайсың да ғой, ол ағылшын тілінде, бірақ кітап бізге тұрғанда бермей қояды кітапханашы. Содан кейін балам ана мектептің кітапханасына жоламай кетті ғой, мен балам. Үлкен балам. Сөйттім де мен түсіндім, мына мектептен бізге ауысу керек екен. Бірақ менің капиталым жоқ, ана қымбат мектепке де бардық. Нұрорданың қасында бір мектеп бар ғой, мықты мектептер бар ғой Астананың. Ағылшын мектептеріне бергіңіз келмеді ме? Қазақстандағы? Бергім келді, бардым. 6 миллион, 7-5 миллион қымбат. Мен оны шамам болған жоқ. Өзім айдап жүрген машинам анау Матиз қымбатқан, анау қалыптасу керек. Америкадан кеп тұрмыз, қыстық киім керек. Қазақстанда киім көп керек қой. Сосын Америкаға жай жүрсең сен ешкім қабылдамайды, өзіңде нең керек. Әлі жұмыс басталған жоқ. 4-ші балам аяғым ауыр менің. Сөйтіп жүрген кезде тегін таптым жаңағын. Көрдің бе, запросыңа қарай іздесең алада бір жол ашады. Жаңа мектеп таптым. Ол бір керемет ағылшын емес, кәдімгі қазақ тілі мектеп. Бірақ шетелде тұрып келген балалар оқиды екен, бір-екі дипломаттың. Сосын ішінде еркіндік бар екен. Директорының көзқарасы ұнады маған. Сөйттім да бірден сол жаққа ауыстырып жібердім. Балаларым бөлек ашыла бастады ғой жағдай. Сөйтіп ана балам несін қоя бастады. Кейін қызық болғанда екінші балам әдемі жазып кетті ғой. Мен қадағаламаймын оны, үйде де қызық емес, мектепте де өйтіп давит етпеді ғой. Иә. Кәдімгідей әдемі жазуға түсті. Мен ойлайтын, осы бала әдемі жаза алмайды бұл деп ше. Бұл табиғатында жоқ бұның. Болған ананың жазуларын көрсең, ана мектепте ана апай қызыл пастымен күнде ескерту жазған. Сонда мұғалімге байланысты болып тұр ғой. Байланысты. Сосын адамға кішкене бір еркіндік. Жаңағыдай мұғалім әдемі жаз деген сайын чувство вины айдалып келесің ғой, балаға чувство вины салады ғой. Сен әдемі жазбай жатсың. Сен жақсы оқымай жатсың, ұрсады ол мұғалім, қатал мұғалім ұрсады, чувство вины болған, өз-өзін толыққанды адам ретінде сезінбей тұрғанда мен стресске түседі да дірілдеп, қате, мен құртам деп отырғанда құртады ғой, енді құртам деп отырсаң құртасың ғой. Кішкене еркіндік беріп, оны тұлға ретінде сезіндіріп, сен де адамсың, сен де бірдеңе үйреніп келе жатсың, көрсең жеңіл үйренесің, оп-оңай үйренесің, сен басың істейтін бала ғой деп қараса, орыс тілінде үйреніп алады ғой. Иә. Мен сол орыс тілі мұғалімдерінен сондай сұрағым болатын. Бұлар ағылшын, басқа тілдің бәрі математика, нені қағып тұрып, қалай ол орыс тілін үйрене алмайды? Орыс тіл деген оңай тіл ғой. Тем более бізде қоршаған орта бар, орысша сөйлейтін. Сөйтіп жететін. Олар анда стресске түсіреді орыс тіл мұғалім. Нет, не знаешь, закрой книгу. Бірдеңе, оған кішкене түсінікпен қарамайды, сен кітабыңды ашып қойып қарай тұр біріншіге. Өйткені сен басқа средадан келдің ғой, ағылшынша оқып келген балаң десе, ол бір 2-3 айда үйреніп кетер еді да. Иә. Бұлар әділетті болғысы келеді, қырсық болғысы келеді, диктатор болғысы келеді, жаңағыдайға басады. Енді кейін балдарым бәрі үйреніп кетті ғой, қазір биыл әйтеуір екеуі де 5-ке шығыпты, маған бірақ қазір қазақ мектебінде оқиды. Қазақ мектебінде. Бірақ ағылшыншаларын сақтап қала алды ма? Сақтап қала алды. Кітап оқу арқылы шығар, кітап оқиды, сосын YouTube ешқашан бұлар орысша материал қарамайды. Мен балдарыма орыс тілі қызық емес. Қарамайды, жаңағы балдарым айтады, ол бізге қызық емес, біз оны естиміз, бәрі ағылшын тілінде ақпарат көп, ақпарат қызық, орыс тілінің ақпараттары бізге қызық емес деп. Мен қоймаймын, енді мен өзім орыс тілін олимпиадаға қатысқан, мен орыс тілге кішкене жақындаумын ғой, Арал жақта. Кішкене орысша бағдарлама, телевидениеден орыс әншілермен өстік қой, шыны керек, біз песня ғой деп. Иә, песня ғой. Папамдар орта қарайтын кино, сонымен өстік қой, енді еще олимпиадаға қатыссаң ыңғайлы болды орыс тілге менің нем. Мен ана қимаймын да, ол да жақсы тіл маған. Білсең де артық болмайды ғой дегендей. Ол жақсы тіл ретінде айбат қой, шығармалар айбат, орысша классиктер жазушыларының нелері айбат қой, енді былай. Соны айтамын да, жақсы ғой деп қимаймын мен ше. Енді жаман ұлт, жаман тіл деген жоқ қой, бір жаман басшылар болды уақытында деп түсіндірдім. Мен бірақ балдарыма айттым, сендер әділетті болып, басында сондай оларды блок, ол бізге жамандық жасаған деп қарайды. Сонымен айтам, өйтіп сендер қарамаңдар, қазір ол жақта жақсы адамдар бар ішінде. Не барлық ұлт жаман емес. Иә, мысалға Американы сендер жақсы көресіңдер, иә дедім, бірақ Америкада үндістердің кезінде келіп жерін алған ғой.
ол да біреудің жеріне иемденіп отыр. Бірақ Американың енді кезінгі басшылары алдыңғы сөйтіп істеді, қазір бәрі жаман емес қой. Сол сияқты ол да басқыншы ел дедім да, ол да біреуді басып алып кірді. Саясатта, тарихта ондай деген нәрсе болады. Бірақ оған бала кінәлі емес, ұрпақ кінәлі емес қой. Қазіргі жас орыс тілді балдар, қыздар кінәлі емес оған деймін да. Хотя менде кішкене жаңа тарихқа неге нем бар, ұлтты қатты не қылғаннан, қидағаннан, патриотизм арқылы кейде орысша сөйлемей қоятын кездерім бар. Талай банкте заңгер аудармашы шақыртып құжаттарын аудартқанмын отырып. Жоқ, мен мынаны толтыра алмаймын, мен орысша түсінбеймін. Тілдер туралы заң бойынша 2 тілде болу керек бүкіл ақпараттық құжаттар. Сіздерде 1 тілде екен, солар маған айтады, сіз орысша түсінбейтінге ұқсамайсыз ғой деп. Мен ана шляпа киіп сөйтіп барамын ғой. Сосын айтамын, жоқ, мен түсінбеймін орысша деп тұрамын. Ол кезде бос уақыт, бала, мен жүремін ғой, енді барам. 3 сағат болса 3 сағат отырамын, 4 сағат болса аударып беріңіз қазақшаға деп. Принцип. Банктерге айтатын, мен заң білемін, заңмен требовать етемін. Банктерге айтатын, сіздерде көп ақша бар ғой, неге сіз бір аудармашы ұстамайсыздар? Неге сіз тілді құрметтеп аударып қоймайсыздар бір 3 қағазды? Деп сөйтіп отырған кездерім болды. Жаңағы Эйр Астана, Центр кредит, көп банктерден кешірім сұратып, жаңағыдай не түсіндік, біз өзгерттік деген хаттар алған кездерім болды. Заңның арқасында требовать етемін деп сондай болды. Қазір енді бірақ оның бәріне энергия керек, уақыт керек. Қазір мен энергияңды өз балаңа арнағың келеді. Уже 5 бала болғаннан кейін оңай емес қой. Сондықтан кішкене оны азайттым. Соңғы уақыттарда мен Инстаграмда мынандай нәрсе көрдім. Мұстафа Шоқайдың сөздері: бала қай тілде білім алса, сол тілге, сол мемлекетке қызмет етеді дегенді шығарып алды да. Мен өзім ойланып қалған, енді менің балаларым ағылшынша оқып жатыр. Ал менің ішімдегі протест мынандай болды. Мен өзім орыс мектебінде оқыдым. Әрине Пушкин, Толстойдың орнына біз Абайды оқысақ, әрине жақсылырақ болар еді. Бірақ дегенмен енді мен орысша оқыдым екен деп қазір мен Ресейде жүрген жоқпын, орыстарға қызмет етіп жатқан жоқпын. Ол бір айтылған сөз болғанымен де бір өзінің шындығы бар шығар, бірақ енді бір ол 100% деген нәрсе емес шығар деп ойлаймын өз басым. Сіз қалай ойлайсыз сол нәрсеге? Мен ойлаймын, бірақ сенің үйіңде бәрібір кішкене, мен сенің үй ішіңді жақыннан білмеймін, бірақ мен сіңілімнің, сен класс сыныптасы болдың ғой, мен ол мысалы Дина сіңілім де қазақша сайбат қазір. И ол үлкен фирмада істейді, международный халықаралық фирмада. Ол да пайдасын осы елге тигізіп жатыр. Ағылшынша фирмада істейді, бірақ қазақшасы үйінде. Бірақ ол да мына қазіргі телевизия балдарды орысшаға бұрып бара жатыр ғой, сол жағынан күресіп қиын болып жатыр. Бірақ жаман болып кеткен жоқ деймін да, ондай бір ел сатып кеткен жоқ. Әртүрлі адамдар, әртүрлі отбасылар бар, әртүрлі құндылықтар бар отбасыларда. Бәрібір мен ойлаймын, сенің отбасыңда ішкі бір қазақылық, ұлт ретінде, отан ретінде бір құндылықтар болған шығар деп ойлаймын. Ата-анаңда ма бір бізде Аралда қазақи ғой көбінесе. Бізде Аралдың кәрістері мен орыстарда қазақша болып кеткен ғой. Қазақ болып кеткен ғой, қазақша болып, ет асып, соғым сойып деген сияқты. Сондықтан сол бір нәрсе сенде қалды. Егер ол нәрседе қалмаса қауіпті. Мен ойлаймын, ата-ана сондай бір обстановка нені бере алу керек, оны қалай берудің жолын, мынандай бір формуласы бар деп айтамаймын. Оны бір отырғызып алып, балам, біздің отанымыз күшті, сен отанды сүйуің керек, қазақ болғасын деп те ол прямой жақсы әдіс деп ойламаймын. Бірақ бір сүйіспеншілікті, мына жерді жақсы көретініңді, мына елді жақсы көретініңді, бұл туған жер, туған елдің бір бөлектігін, бір бере алатын бір сезімдер болу керек деп ойлаймын да. Сен кету керек, бұл елдің болашағы жоқ деп күнде бас шайқап бала шағаңмен сөйтіп отырсаң, бұл елден үміт жоқ, мынандай елде тұрудың, балам, сен неғыл, ерте қимылда деп кешке дейін сіңіре берсең, ол да мүмкін солай өсетін шығар. Бірақ мен айта алмаймын, орыс тілді болып тек қазақ тілдер ғана осы елде көркейтіп жатыр. Қазақ тілді болғаным үшін ғана мықты біз елге пайдамыз тиіп, біз осы елді алып қалып отқан қазақ тілдер деп те айта алмаймын. Мықты қазақша сөйлей алмайтын бірақта мамандар бар, кино мамандары бар. Қазақша сөйлей алмаса да айбат кино, жаңағы мынау қазір шығып жатыр ғой соңғы кезде, жаңағы Кука немесе жаңағы орысша сөйлейтін бір подкаст жасайтын балдар қазір қазақшасында соғыстан кейін ұялмай бәрі чувство винасы қазақша қате болса да сөйлеп шығып жатыр ғой, ол өте жақсы. Ол бір сондай сезімдер, бірақ мен ойлай алмаймын, бір айбат орысша сөйлейтін техник мамандар бар, таза орыс тілінде, бірақ ол сенің жаңағы қазақ тілді мықтымыз, ауылдан шыққанбыз дейтін балдар болуы мүмкін, мынаны жалғауды білмеуі мүмкін. Мынаны жалғауды білмесе, біз дамымасақ, өспесек, бірдеңе түсірмесек, алға жылжымасақ, ол да керек қой бізге елге. Сондықтан тілге байланып қалған жоқ деген бір не ұстанымында бар, бірақ мен ойлаймын, түбі сондай бір дәнек егілген адамның түбі қазақ тілі шығады. Ол өлсе де үйреніп алады. Немесе сендер сияқты сөйлеп бірдеңе қылып шығарады. Енді сендер орыс сыныпта оқыдыңдар.
орысша средаң болды сенің, иә? Иә. Кейін шетелге кетіп қалдың. Откуда сенде қазақша сақталды? Қаяқтан саған бір не появилось? Қаяқтан саған ол бір нені ұшқын ұстадың сен? Бір жерін ұстадың ғой. Қазақ болғасынша. Енді сондай ұшқынды ұстата алу керек қой. Ата-ана ма, бірдеңе ма, мен білмеймін. Или дұға тілейміз ба, енді мен білмеймін, жақты жолын білмеймін, бірақ сондай бір дәнекті себе алсаң, ол бір күні жарып шығады да, ол адам түбі келеді қазақша сөйлеуге деп ойлаймын. Бірақ мысалы ағылшын тілінде бала білім алып жатыр қазір, тем более бастауыш сыныптардан бастап. Енді ол бала сол ағылшындарға қызмет етеді, ағылшын мемлекеттеріне қызмет етеді, сол жақты жақсы көріп тұрады Қазақстанға қарағанда дегенге сіз келісесіз ба? Мен қатты келіспеймін. Егер оның ата-анасы Қазақстанды жақсы көріп, ата-анасының махаббаты Қазақстан деп ұрып тұрса, ата-анасы әр жеген дәм, генетика деген болады ғой бәрі. Кеше ана шетелдегі қазақ балалары деген жобаларда шетелге асырап алып кеткен балдар шешесін іздеп келіп жатыр ғой, Америкада, Бельгияда жақсы тұрады ол. Тастап кеткен шешесі не үшін керек? Қызық болып тұр. Генетика бар, қан бар, шығады ғой бір күні. Бірақ сенің мышлениеңде көзқарасында оған мына ел ит, бұл ел адам болмайды, бұл тіл адам болмайды, жек көрем, бұл шошқа, қойлар деген сияқты түсінік болса, сен не алмайсың. Ол сенің көзқарасың оған деген. Сен бір адамды жақсы деп көрсең, жақсылығын көре бересің, жаман деп көрсең, жамандығын. Сенің главный елге, отанға, осы кемшілігімен, біздің де кемшілігіміз бар қазақ ретінде. Осы бір кемшілігімізбен, осы бір немқұрайлық қарайтын сәттерімізбен, барымызбен, жоғымызбен де бір просто жақсы көре алу. Мысалға, баласын ана сөйтіп жақсы көреді ғой. Кемшілігімен де несімен де ол кіндігі байланғаннан кейін, туған жерде сондай ғой, кіндігің байланғаннан кейін туған отанда сондай бір кемшілігімізбен, біздің кемші тұсымыз бар. Біз Америка емеспіз, Англия емеспіз, олай болу үшін мен Америкада көп адамдармен дебатқа түсетінмін. Әсіресе мына бакалавр оқуға мектеп бітіре салып барады ғой жастық немен. Солар бір отыра салып, кейбіреу тіптен болашақпен оқиды деген қарным ашатын жері ше. Сонда мемлекеттің ақшасына оқып отырсың сен, соны мемлекет. Сол мемлекеттің азаматтарының салығына оқып отырсың. Қалай сен жамандап түкіріп отырсың ол елге? Көп дискуссияға түсетін, ашуланып эмоцияға салынып кететін кездерінде болатын андай. Қалай сен сол елді ит қыласың? Медицинасы да керемет. Бәрі адам үшін ғой, қараш, жолы да керемет. Біздің бүкіл жеріміз жаман екен. Бәріміз ит екен, боқ екен, не екен. Тек солар керемет. Бірақ мен айтамын, сен тарихты қарасаң, олар 277 ма, қанша жыл тәуелсіздік алғалы? 277 ма, 78 ба, қарап жіберу керек. Сонша жыл соғыссыз дамыған ел. Біз не көрмедік? Аштықтан бастап. Дүниежүзілік соғыстар, геноцид, саяси қуғын сүргін, бүкіл интеллектуальный алға сүйрейді ау дегеннің бәрін қыртсаса, Міржақып сияқты, Ахмет сияқты, прям атып тұрып шекесінен қырса. Ол қырғаннан кейін не болады? Ұрпағында қорқыныш пайда болады. Қорқыныш, чувство вины салса, қорқыныш салса бізге, конечно, сен ұлт ретінде біздің өстіп жеткеніміздің өзі үлкен қуаныш қой. Аман есен өстіп жеткен. Осыған шүкір 20 миллионға. Алда да енді тұрақтылық болса жетеміз ғой. Бірақ сен ол андай ғой, сен өзің жаңа баласың 20-дағы, сөйтіп 45-тегі қалыптасып қойған 2-3 фирмасы бар адаммен өзің салыстыра бересің да. Біз де сондаймыз ғой. Мысалы, ол Америка деген елдер соғыссыз былай дұрыс түзу жолмен дамып отқан ел ғой. Сен онымен қалай салыстырасың? 300 жылдық жобамен, тарихы бар елмен 30 жылдық несі бар, тәуелсіз ретінде. Ол өте қиын да. Сондықтан мен ойлаймын, сондай бір жек көрініш, не болмаса түсіністік болса, отанға деген сүйіспеншілік болса, ол түбі бір жерден жарып шығады. Және де ол сол елдің ұлттың күйін күйттеп кетеді дегенге мен білмеймін. Ол үшін бір кішкентайынан солай ұйғылып, соң құлағына құйып қарсы ше. Мысалы, кейбір не болады ғой, ата әженің тәрбиесінде өскен балдарды байқайсың ба? Несіне қарсы? Әке шешесіне қарсы қояды ғой. Сенің шешең бірдеңе, осақ шешесі дұрыс істемейді. Енді шешең сенің қолы не ғой? Бірдеңе қисық қой, өмірі бірдеңе қисық істейді деген сияқты айта береді да ақсаусақ деп. Әжелер, енелер. Кейбіреуін ақсаусақ дым келмейді қолынан, боқта келмейді. Көгінен көтінен тұртамайды деген сияқты тіркестерді әжелер жібереді ғой. Сен мамаңды сөйтіп отырып, бала соны көпқа ғой сіңіреді да, саған ана мамаңа көзқарасың сондай проекция қарайсың. Әйтпесе любой бала мамасын шексіз жақсы көреді ғой. Несіз условиясыз дейді ғой. Безусловная любовь. Несіз, қазақша не дейді, шартсыз жақсы көреді ғой. Бірақ біздің мамамызға деген жек көрініш болдар жаңағылар арқылы келеді ғой. Біз ана ата-әженің проекциясымен қараймыз ата-анаға. Сосын өз-өзін жек көре бастаймыз. Шынымен дұрыс киінбейді, шынымен мамам тамақ дұрыс істей алмайды, шынымен олақ, неге осы ақыл айта береді мамам олақ деп ше.
ал ата анасының ондай несі әжесі өскендер қарасаң шартсыз жақсы көреді. Менде әжемдер болған ғой, мен оны да жақсы білемін. Бірақ кейін исламға келіп өз-өзімен жұмыс істеп, кейін мамаммен қарым-қатынасты кейін орнатып алған адаммын ше мен. Бірақ бәрібір не шығып қалады арасында. Мойындағың келмейді. Ол бір не айтса, андай сені кемшілік қылып айтып тұрған сияқты қабылдайсың. Ол сен жан ашып балам деп айтып тұр ғой, жай айтып тұр ғой, оны бір үлкен проблема қылып қабылдайсың. Өте қиын. Сол сияқты еліңе де проекцияң сондай болса, бұл ел бірдеңе дамымайды, құртып жатыр, бұларды елді бәрі коррупция. Иә. Енді коррупция бар ғой, енді әлемде де мен коррупция болу керек деп жақтамаймын, Қазақстан даму керек, әлде де бізге жетпейді дұрыс, өте көп. Бірақ проекцияң дұрыс болса, кейде бір адамдарды жақсы көріп қалған адамдар кешіресің ғой бүкіл нәрсесін. Иә. Қалай бар солай қабылдайсың. Қабылдайсың ғой, бір адамдар болады ғой сенің бір оң жамбасыңа келетін, өзіңді жақсы көретін адам болады туысыңның ішінде де. Иә. Қайын жұртыңда да бір адамдар, ол адамды кемшілігімен қабылдайсың. Сондай болса да, олақ болса да, салақ болса да жақсы көріп тұрасың. Сол сияқты отанға да сондай сезім болу керек деп ойлаймын. Кіндігің байланғаннан кейін, мысалға семья болғаннан кейін де кейде сондай нәрсе керек қой. Мысалға ер адам әйелін де солай жақсы көру керек. Кемшілігімен әйел де ер адамды солай қабылдап жақсы көру керек. Проекцияң жөндеуің керек. Әйтпесе кешке дейін жаңағы так деп мұғалім болып судья болып отырсаң, сен оны жақпайсың. Енді идеальный адам болмайды дейсіз ғой бір жағынан. Сөйтіп бір-біріміздің сондай бір жеріміз не қылып, зато нағылығы жақсы, нағылығы бірдеңе деп соған фокус қойып, сөйтіп жақсы көріп бір-біріңмен отан болып кетесің ғой енді. Бірақ бұл мынандай жерде қолданылмау керек, дұрыс түсініп қалмасын мына тыңдар оқырмандарың. Бұл зорлық-зомбылық мәселесінде бұл жүрмейді, бұл әдіс. Зорлық-зомбылық деп аталу керек, солай қақысын алу керек. Зорлық-зомбылық қылмыстық болса қылмыстық жауабын, басқа әкімшілік болса құқық бұзушылық болса әкімшілік құқық жауабын алу керек. Бізде соны көп шатастырады. Жаңа енді күйеуің ғой шыда, бірдеңең ғой деген. Адамның басына қауіптенетін, денсаулығына қауіптенетін адамға жайсыздық, даже физикалық, экономикалық бір психологиялық беретін нәрседе адам шыдап, сонша адам құнсыз дүние емес деп ойлаймын мен. Алла тағаланың алдында біз құнды жаратылыспыз. Сонша сөйтіп шыдап, тепкіге шыдап, 6 баласы бар, жаңа бір қайын дәрігер ғой, сол айтады ғой, көк өкпесін дей ма, ез жіберген, сөйтіп келетін. Ұрып соғып. Иә, ұрып көк өкпесін ез жіберген әйелдер болады дейді. Сонда көк өкпесі езілгенше сол шыдап жүрді ғой сол үйде. Оны жаңағыдай шатастырмау керек, бір белгілер болады. Қатты бірнеше рет қайталанса, қайталануға дейін тіптен шыдамау керек. Қол көтеру, күш қолдану деген. Алла тағала не үшін тіл берді бізге? Тілмен жақ берді. Сөйлесіп түсінісу керек. Сөйлесіп түсінісіп кетісу керек. Жараспасаң енді бір жолы бар ғой. Өкінішке орай біздің қоғамда үлкен проблемалардың бірі ғой. Иә, әсіресе қыздарға түсіндіру керек. Біздің қыздардың чувство болынан, чувство винынан басып, жақсы отбасы болу үшін бәрі әйелге байланысты. Әжелеріміз шыдаған деген сияқты болмайды. Ал мысалға осы нәрсені алдын алу үшін мысалы жас қыз өзінің күйеуін таңдап жатқан кезде не нәрселерге көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Осындай нәрсе болмау үшін. Мысалға ол жігіт болып жүрген кезде әдемі, күшті болып көрінуі мүмкін да, оның барлығы отбасы болғаннан кейін басталуы мүмкін ғой. Енді бізге қазір отырып алып айту ең оңай ғой. Маған да оңай, күшті, оңай сұрақ болып тұр да, оңай жауап бере салу, отырып алып. Өмірде бір қателеседі адам, кейде қате таңдау жасайсың. Ол да окей деп айтқым келіп жатыр да кей қыздарға. Өйткені кейде сондай қате жасап қойған қыздар да тыңдап отыр ғой. Иә. Солар өздерін кінәлайды, жаңағыдай чувство вины деген біздің номер 1. Дұрыс таңдау жасамадым деп, иә. Мен неге дұрыс адам қылып таңдау жасалмағам, өзім не болғам, өзім қате жасағам деп өзін жеп. Өте білімді, сауатты, ақылсыз дүние тұрған адамның өзі қателеседі. Бәріміз өзіне күнә жасаймыз, қате басамыз. Сол үшін де кешірім уақытында сұрасаң, уақытында тәубе етсең, уақытында қайта қалпыңа келіп өз-өзіңмен жұмыстасаң, бәрі мүмкін. Бірақ ең мықты, крутой, номер 1, білімді, дара дегеннің өзі күнә қателік жасайды, ол нормально. Жаңағы толыққанда сен кейбір осознанно критерийің бәрін таңдап отырып, ақылдаса отырып, бәрін жасасаң да кейде қате таңдау болып қалуы мүмкін. Өйткені адам сондай өзгермелі құбылыс, адам өте масканы жақсы киеді, оны танымай қалуы мүмкін да сен басында. Ондай да болуы мүмкін. Бірақ тануға мүмкіндігің болса, мен мынаны айтатын едім. Агрессияға жақын адам, эмоциональный интеллект төмен ұстай алмайтын адам, ол басынан белгілі болады. Эмоциональный интеллект төмен адам кейбір кезде қатты боқтап, неғып жіберіп шығаруы мүмкін. Кейбір кезде болмайтын нәрсеге ұрып қол көтеріп жіберуі мүмкін. Ол ертең бірдеңе болады, жақындасып кетеді, семья болғаннан кейін қойып кетеді деген нәрселер мен дұрыс деп ойламаймын. Ал жанұяда мысалға ер адамның сол қол көтеруі, жалпы семьядағы обстановка тек қана әйелге байланысты ма? Сіз мысалы әйел өзгертіп ала ма күйеуін қаласа? Жоқ,
деп өйтіп ойламаймын, екі жаққа да байланысты деп ойлаймын. Ол сен өйтіп әйелге ғана байланысты десең, сен ер адамды құнсыздандырасың ғой. Сонда ер адамның құны несі жоқ екен, қалауы жоқ. Ол бір не біздің бүйтіп тұрған робот машинкамыз бар, ол да біз сияқты адам ғой, оның да қалауы бар, онда өз ұнататын ұнатпайтын нәрселері бар. Біз неге оны құнсыздандыру? Әйелдің құқығын көтерем деп ер адамды құнсыздандыруға болмайды, ер адамның құқығын көтерем деп әйелді құнсыздандыруға болмайды. Бізде сондай ғой, біреуді көтерем деп біреуді обязательно төмен түсіріп отыруымыз керек. Бұл маркетинг жақсы, оны бірақ затқа ғана қолданыңыздар. Ол маркетингтің тәсілі, мен білем. Мысалға жаңағы жақсы пылесос сататындар білесіз ғой, сумен жуатындар обязательно үйге келеді да ана ескі пылесосты жамандайды. Шаң шығарып тұра ма пылесосыңыз? Ана бүйткенде ана арзан пылесостар артынан шаң шығарып тұрады ғой, байқайсыз ба? Деп біраз уақыт ананың жамандығын айта бастайды. Или новый продукт шығарған адам мына суды, фильтр сататындар мысалы, үйдегі суды жамандайды. Қап-қара болып кетеді ғой, міне қараңызшы деп, сенің миыңды соған дайындайды. Уже анау дұрыс емес, мынаны алу керекке алып келеді ғой ақырындап. Но ол адамда қолданылмайды ол. Адамда бір адамды көтеру үшін не обязательно адамды жамандап ит қылу. Потому что барлық адамның жақсы жаман жағы бар. Ит адамның да бір жақсы жағы бар. Ол бір жарайды, сенімен кетісе алмаса жібер оны, бір-біріңді жақсы бір адамын тап өт кейін. Өзіне келетін дейсіз ғой. Иә, өзінің бір несіне, оң жамбасына түсетін. Ал жаңағыдай агрессор, эмоциясын ұстай алмайтын, боқтап жүретін, қыз кезінде қол көтерген жігіттерге де шығады ғой көбісі. Иә. Кейбір қыздарға даже ұнайды ғой ондай. Ұнайды. Неге ұнайды? Ол доминант болып тұрған адамды. Ұнайды. Енді бізді кішкентайда сөйтіп өсірген болуы мүмкін. Ер адам бірдеңе, сен төменсің деп. Екіншіден андай болуы мүмкін. Ол ұнайды. Неге? Ол жертва состояние деген психологиялық күй бар ғой. Ол өзін ақтайды. Мен зато осыған шыдап жүрмін, өйткені мен ұлы махаббат үшін күресіп жүрмін ғой деген сияқты өзіне бір басқа жағынан адам өмірде мына мамандық тұрғысынан, әйел тұрғысынан басқа жағынан өзіне маңыз бере алмаған адамдар, маңыз дейді ғой, significance дейді ғой, маңыз беру. Мен тұлғамын, мен компаниямда продюсермін деген сияқты өзіңе бір маңыз бере алмаған адамдар жаңағыдай маңыз береді. Мен зато осыған шыдап жүрсің деп біреулер мақтау айтады ғой оған. Мықты екенсің деп. Мықты, осы келін деген мықты, осы келін шыдап жүр. Ана келін сияқты деп үлгетеді ғой. Ол сол неден шыға алмай қалады. Ондай болмау үшін жаңағыдай қайтып келеміз ғой, кішкентай кезде оған маңыз беру керек балаға. Кішкентай кезде махаббатқа тойдыру керек. Мысалға маған біреудің сөзі қызық емес. Осы кім шыдамдей, төпелеп теуіп жатса да, көгеріп жатса да осы семьяда деген маған қызық емес. Мен ондай мақтауға зәру емеспін. Мен онсы да өзімді жақсы сезінемін да, жақсы тұлға, маман, адам ретінде мақтамаса да. Маған қызық емес біреудің бағасы, мақтауы. Мысалы, мен өзімнің ішкі ұнататын нәрселерімді қанағаттандырып, содан ләззат аламын. Біреудің мақтауынан емес та. Ал жаңағыдай адамдар сондайға сенеді да, сосын бір әртүрлі қорқыныш салады. Жалғыз қалсаң не істейсің? Қалай асырайсың деп көп қыз балаға қорқыныш салады. Ол мүмкін ұл балаларға да. Біз қыз баланы әйел адам болғасын өзі қыз баланы жақсы түсінген айта береміз ғой. Мүмкін бұл ер адамға ешқандай зорлық ақталмайды. Ер адамға қатысты зорлық ақталмайды. Мүмкін психологиялық, шынымен физикалық зорлық беріп жатқан әйелдер болса, олардікі де дұрыс емес. Олардікі де ойламасын біздің бір феминист тек қана әйел жақта, ондай емес. Бұл жерде адам құқығы, адам мәселесі. Адамды құндылық деп қарау. Сосын қазіргі психикалар көтермейді баяғыдай нәрсені әйелдер. Мысалға, оңтүстік жақта көп әйелдер бар дейді ғой. 5-6 баласы бар, тастап кетіп, күйеуіне қашып кетіп, Турцияға кетіп қалған әйелдер бар екен. Неге олар өйтіп жатыр? Олар көп уақыт бойы жаңағы психологиялық зорлық-зомбылықта, психологиялық притеснениеде жүрген әйелдер ғой. Ондай әйелдер дата болып қысылған кезде баласын да тастап кетуі мүмкін екен да. Қысымға түскенде. Шыдап жүреді, бірақ қазіргі психология бөлек. Қазіргі адамдар бөлек. Мен бүйтіп айтар едім, ер адамдарға да, ата-енелерге де бұрынғы нені күтпеңдер. Біз әйелдерден, мысалға, бұрынғы әйелдердің сен несін күтпе деп айтамын. Бәрін үлгеретін едік баяғыда, жұмыста істеп, баланы да бағып деген сияқтысыз ғой. Күтпең, мен мысалы сиыр сала алмаймын, мен не алмаймын, істегім де келмейді, маған ұнамайды ол, істемеймін. Сосын психологиялық біз баяғыдай ондай мықты емес, біз айтады ғой, қиын кезеңдер мықты адамдарды тәрбиелейді. Біз кішкене әлсіздеу ұрпақпыз. Мысалға, балаларды байқайсың ба, ентіден бірдеңе алып қалса суицид жасады деген ақпараттар шығып жатыр. Демек, оның ішкі күйі, ішкі несі әлі тірек әлсіздеу. Ал мықты адамдар, әлсіз адамдар тәрбиелейді деген мықты адамдар, жаңағы әлсіз ұрпақ, балам мықты болсын деп өздері әлсіздікке шыдап, қиындыққа мықты балдар тәрбиелеп шығарады ғой. Ал мықты ұрпақ, балам жеңіл болсыншы, балам қиналмасыншы мен сияқты деп қинамай қайттан әлсіз
адамдар ұрпақты өсіреді. өсіреді дейді. Сол сияқты болып қалдық па білмеймін ғой, біз кішкене өзі ата-аналарымыз көп қиындық көрген. Біздің ата-аналарымыздың ата-аналары көп соғыс қиындықты көрді да, ата-аналарымыз кішкене аяп. Ата-аналарымыз бізді аяп, ана кеңес үкіметінің өтпелі кезеңін көрді ғой, русский жеп өсті ғой, дым көрмеді ғой деген сияқты бізді аяп, бізге барын бергісі келіп тұрады, байқайсың ба? Есейіп кеткен баласына да ақша жібергісі келіп тұрады, етін әкеп беріп тұрады. Ал бізде баламызды аяп бүйтіп, ол психологиялық әлсіз, тірек әлсіз. Адамда ішкі тірек болмаса қиын ғой, өмір сені постоянно еркелете бермейді ғой. Тек қана позитив көрем деп, өмір деген позитив көрем деген сөз, бәрі позитив болып жатыр деген сөз емес. Просто сен таңдау жасап тұрсың соны көруге. Әйтпесе мына жағында сенің де қиындықтар болып жатыр. Бізде бір психологтың сөзі бар еді, тоже. Балада үйде легкий стресс болып тұру керек деп. Онда оған да дайын болу керек бала жаңа. Айтады ғой, ата-анасының ұрыс керісінде бала көру керек. Ол жаңағы егер не болса, экологичный болса. Және соның қалай біткенде бала көру керек дейді. Қалай шешілген. Біз есік жауып алып, кетіп қалып, көрсетпеу керек деген бар ғой біздің ата-аналарымыз. Оны да көру керек те, соң қалай шешілді. Соңда бірге шай ішіп, күліп ойнап тұрып кете алу керек қой адам. Коммуникацияның күші. Ал сен жаңағыдай болмау керек, оны көрмеу керек жаңағы. Ұрып, соғу, басыну, бір адамның күш көрсетуі бір адамға, бірдеңе лақтыру дегендер болмау керек. Себебі оны көрген бала ата-анам бірдеңе келіспей қалды деп ойламайды, мен жаманмын, мен кінәлімін деп өзін кінәлайды. Мен жаманмын деп кінәлі болып өскеннің жаңа несін айтып жатырмыз. Өйтіп өскен адам өмір өзін кінәлап жүреді. Жетістікке жетуі де қиын. Сол жаңа жертва позициясында да болу деген сияқты соң қатысы бар шығар. Жалпы біз енді жертва халық болғанбыз ғой, бізде жертва позициясы көп шығу одан қиын бізге. Өйткені біз жертва халық болғанбыз ғой, көп не көргенбіз ғой, әділетсіздік өмірде, тарихымызда. Соғыста, басқыншылық, бодан болған еліміз біз, біреудің боданында, өз еркіндігіміз жоқ. Сондайды көрген адам не істейді? Бұлқынат, бірақ шыға алмайды. Сөйтеді да жаңағы жамандайды да, бірақ сол күйеуімен тұра беретін әйелдер сияқты болады ғой енді. Бірақ біз үлкен тағзым етуіміз керек, рахмет айтуымыз керек. Біздің бір ата-бабаларымыз күресіп, бізге осы еркіндікті бірдеңе қылып алып берді ғой. Ол үлкен, былай келгенде, күнде дұға етсек те, ол кісілердің атынан күнде несек те жарасатындай не да. Еркіндіктің, сенімділіктің, мындай тыныш обстановканың адамзатқа беретін несі өте көп қой адам ретінде. Адамға жетілуіне, өсуіне, да? Сен соғысып жүріп, қазір мысалға маған Украинаны қарау қатты жүрегімді ауыртады да. Олардың енді бәрібір дамуы кішкене артқа кетті. Хотя ол дамыған елдердің бірі еді ғой. Оның бәрі Киев қандай еді, не қандай еді. Енді қазір ананың бәрін қайта қалыпқа келтіру бәрібір кішкене артқа кетеді. Бірақ олар да өз-өздерін ақтайды шығар. Зато біз еркіндік үшін күресіп артқа кетіп жатырмыз деп. Сондай бір не болуы мүмкін. Енді бір жайлы обстановка деген адамзат үшін, ми үшін, біздің миымыз қауіпті сезеді ғой, сақтық үшін. Тырысып қалады ғой, сондықтан өте не деп ойлаймын. Сондықтан да тұрмыстық зорлық-зомбылық деген нәрсе өте ауыр. Жүрегім ауырады ондай. Ал жаңа сіз айтып отырсыз, жалпы ер адам мен әйел адамның қарым-қатынасы мықты жетістікке жеткен ер адамның артында мықты әйел тұрады деген ұғымға сіз сенесіз ба? Жалпы дұрыс деп ойлайсыз ба сол нәрсе? Бұл жерде бір баланс ұстау керек, абайлау керек. Жартылай мен сенем. Потому что сенің көңіл күйің қасыңдағы адамға өте байланысты. Сен көңіл күйің сенің кемшілігіңді айт. Мықты әйелдің артында да мықты ер адам тұрады, мықты ер адамның артында да мықты әйел тұрады деген кішкене әділеттірек болады шығар деп ойлаймын. Әділеттірек болады шығар. Себебі біз мықты еркектің артында мықты әйел тұрады десек, еркекті тағы да құнсыздандырамыз ғой. Обесцениваем же его. Сонда оның достижениесі, бір қазір вайндар жүр ғой, күйеуім күн-түні жұмыс істейді, бірақ мен жаңа маткамен демалғанымнан байып жатырмыз деп ойлаймын дейді да әйел, мен медитация жасағанымнан ақша келіп жатыр деп ойлаймын. Күйеуіме мотивация беріп жүрмін деп. Бірақ күйеу фактически жұмыс істеп жатыр ғой, оны не обесценивать етуге болмайды ғой. Бұл бір-бірімен байланған цепочкалар ғой, бір-бірімен байланған нәзік байланыстар деп ойлаймын. Және де мен мықты әйел болғанымнан мен күйеуімді мықты қылып жібердім деп оны мойынға алуда болмайды. Сен күйеуіңнің еңбегін, күйеуіңнің қанша жыл оқығанын сен жоққа шығарып тұрсың ғой. Бірақ күйеуі де мына әйелге де мен осындай жағдай жасап болғаннан жүр, бұл еркелеп жетістікке жетпеу деп дұрыс емес. Бірақ екеуі бір отбасы, бір шаңырақ болғаннан кейін ол үйдегі обстановка не бір-біріне нәзік байланыстар бар.
ер адамға да мысалға өзіне сенімсіздеу ер адам болса, сен қолынан келеді ғой, сен ананы сенің нәрсең жақсы шығады ғой десең, бала құсап белпілдеп не қылып қалатын сәттері болады. Дәл солай әйел адамда. Бір әйелдерде болады, декреттен кейін өзімді кішкене сенімсіз сезініп қалады. Әйел адаммен самооценкасы төмендейді, түсіп кетеді. Гормональный өзгерістер болып жатыр ғой бойыңда. Біреу толады, біреу ариды, сенімсіз боласың. Енді кеше істеп жүрген нәрсең бүгін қолынан келмей қалған сияқты сезімдер келеді әйелге. Кеше істейтін күшті бір мысалы тамағың дұрыс шықпай жатқан сияқты, или бұрын істеп жүрген бір жобаларың дұрыс емес болып қалған сияқты, дұрыс сөйлей алмай қалған сияқтысың, тілің күрмеле беретін сияқты, түрің онша емес болып кеткен сияқты, бір киімдер жараспай қалған сияқты. Сол кезде де ер адам үйінен не беріп отырса әйелге, жоқ бәрі не, сен күшті, енді жақынға ғана босандың ғой, сен зато мынандай болып кеттің, сен зато мындай босанғаннан кейін мынандай сен жақсы нелерді байқадым деген сияқты бір-біріне беріп отырса, ол ары қарай оның қанаттануына, ары қарай шабыттануына әсер етеді. Екеуі де бір-біріне әсер ете алады, екеуі де бір-бірімен байланысты. Сен үйден кешке дейін мінеп отырсаң, сынап, әйел ретінде күйеуіңді, осы дұрыс емес біздікінің. Қолы басқа жерден шыққан ғой, мысалы аяғы бірдеңе. Өмір ұстаған нәрсесін қиратып келеді. Табам деп қояды, сен табам дегелі 15 жыл өтті ғой деген сияқты миына бере берсең, даже ойша, адамның ойы әсер етеді ғой. Мен сөйлемей отырайын, сен туралы жаман ойлап отырайын, саған әсер етеді ғой. Сен сезесің ғой, сен энергетика. Психологиялық адам сондай уникальный құбылыс. Ал күйеуге де солай әсер етеді. Сол жағынан айтқан шығар деп ойлаймын, ол поддержка деп. Әйтпесе біреудің жұмысын біз барып жасап беріп жатқан жоқпыз ғой. Сен оны езіп бүйте берсең, әйел ретінде айта берсең, не қыла берсең, ол да әсер етеді, сенімсіз болып қалады. Жұмыс іздегенде де, біреудің алдына барғанда да мысалға сенімсіз болып қалуы мүмкін. Сол тұрғысынан айтқан шығар, бірақ толыққанды жақсы еркек болу үшін артындағы жақсы әйел, жақсы еркек жасап жіберді дегенге сенбеймін. Сосын жақсы әйелді де жақсы еркегі жайлы ғой деп айтып жатады ғой кейбір. Оған да қатты сенбеймін. Бірақ бір-бірімен нәзік байланыс бар дегенге сенемін. Вот мен сіздің сторисіңізден көргем, сіз өзіңіздің жолдасыңыздың сізге арнап бір өлең шығарып жібергендерін WhatsApp-тан көрген болатынмын. Сіздерде әлі мысалы үйленгендеріңізге неше жыл болды? 2009-да ғой, енді 15 жылдай ма? 15 жыл болса да, осындай бір-бірлеріңізге өлең арнап деген сияқты. Әлі сондай бір бар да сіздерде? Просто бізде қазақтарда андай ғой, енді 15 жылда уже қайдағы өлең, қайдағы сыйлық деген сияқты. Бала шаға бар, тем более. Енді қазір бәрібір баяғыда емес, ол бәсеңдеді деп айта аламын. Енді ол бәрібір уақыт, ол кезде оның да бос уақыты көп болады, менің де, сосын балалар жоқ, көңіл аулау керек. Қазір енді сенімді бола бастайды бір-біріне, бір-біріне қарым-қатынас тұрғысынан. Содай азаяды ғой. Бірақ бәрібір көп жылы сөз арнап, андай бір жылы сөздер жазып, қуантатын нәрселер жазып жібереді. Енді ол соның біздің ғана керемет, бірақ біздің ол бір үйіміздің махаббат тілі болып тұр ғой, бір-бірімізге де сол ыңғайлы болып тұр да. Ол да тіл неге жақын, оған ол бір қиын емес. Мен де соны үлкен жақсы немен қабылдаймын да, маған приятно ол, өте приятно. Вот қалай сол күйеуіңнің музасы бол, қалай не істеу керек әйел? Или ол әйелге байланысты емес па? Енді сіз мысалға оны бір өлең шумақтар ретінде қабылдайсыз, біреу сыйлық ретінде. Жоқ, мен де сыйлық ретінде жоқ, ондайға айналу үшін сен жағдай жақсы әңгімелесе алатын, сен оның сырласы бір жақыны болып кетуің керек қой. Сен бір жақын адамыңа өз-өзіңнен бір мысалға клубника шоколады жібергің келіп сөйтіп тұрасың ғой, өз-өзіңнен бір жақын адамың. А сен ішіңнен оны сынап мінеп қараш жүрсін. Мен күйеуімде мысалға көп сенімсіздік болды өзіне. Ол мықты айтып тұрмын ғой, не нәрсе істесе де ол ақын ретінде де мықты болды. Енді күйеуім болған үшін емес, мен оның бұрын досым болған, әділетті айтқым келеді да, әділет тұрғысынан ол журналист ретінде де мықты журналист болған. Бірдеңені сіңірсе қатты кірісіп сіңіреді, табандылығы бар. Енді бірақ өзіне сенімсіз, өте сенімсіз, бағасын айта алмайды, ақшамен келісе алмайды, өзін айтуға қатты не қылады, қысылады. Ақша тұрғысынан мен сөйлесем оның ол келісетін жобаларында ақшамен өзін бағалай алмайды, сондай сенімсіз болды да. Енді сен сол адамға міне бірдеңе, сенің қайтейін ақын болғаныңды үйге миллиондап әкелмесең, еркек деген бүйтпесең деп отырсаң сен. Ол адамға сен андай кірпі ұқсап отырсың ғой, сол кірпіге қайдан қайда жақсы сөз жіберіп саған бүйтіп келеді, ол қайдан сыйлық жібереді. Сенің де бір оған сондай поддерживающий нең болу керек қой. Бірақ енді бұның грани болу керек. Кейбір әйелдер қазір айтуы мүмкін, біз поддерживать етеміз, сонда да күйеуіміз ұрады деп. Ұратын деген вообще дұрыс емес, ол дұрыс емес қарым-қатынас уже. Ұру не көрсететінге қанша поддерживать етсең де, онда еркекке ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ енді кішкене сөз түсінетін, и так өзі жақсы оқыған бала, жақсы семьядан шыққан бала, өзі білімді, ақылды бала ғой, оған бір көп нәрсе керек жоқ. Бірақ өз-өзіне сенімділік тұрғысынан мен бере алдым деп ойлаймын. Соны қайта-қайта айтып, жоқ, сен өзің құндылықсың. Сен оны істей алмасаң да сен құндылықсың. Сен жетістікке жетпесең де сен адамсың, тұлғасың, сен қалай деп.
сенімділік тұрғысынан қазір сенімділігі пайда болып ашылып сөйте алды да ол. Сол жағынан мен бір муза болып жақындық қоғам пайда болып сондай болған шығар деп ойлаймын. Әйтпесе мындай кәсіби шеберлігі бәрі өзінің жетістігі енді. Оны қазір мен мына жақта деттім де ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ал енді сіздің жолдасыңыз енді мысалы жұмысқа осындай күшті нәтижеге жететін, жұмысқа берілген адамдар үйде көп бола бермейді. Қандай әке, яғни балаларға уақыт бөлу деген сияқты, баламен сырласу деген сияқты, Мұрат Есжан мырза қандай әке, бір өзіңіз сипатын берсеңіз? Көп уақыты бола бермейді, сосын енді өзінің де бір достары болады, нелері болады, шығып кететін кездері болады, бірақ ол да жаңағыдай бірге өткен уақытта сапалы өткізеді. Ол өте мейірімді, бастысы мейірімділік қой. Сен ол бір үйде болатын 5 сағатыңда грозный болып, балаң сен қасыңа жуыса алмай, тек отчитывать ететін болып қалса, диктатор болып сен жоқ деп, оны конечно онда жақсы емес. Ол өте мейірімді. Андай үйде бар кезде құшақтап, сүйіп, бәрін әр баланы жеке шақырып алып, бетінен сүйіп, құшақтап, сондай нәрселер жасайды. Оған мен көңілім толады. Және де мен мысалға ұйымдастырушылығым бәрі үйде де ол көрінеді ғой. Мен үйде де ұйымдастырушымын, жаңағы бәрін ұйымдастырып әкеліп ойындар әкеліп қоямын. Ана ойындар жалға бастаса ананы неғып тастаймын, оны сатып әкелу. Маған тек түгел ақшаны аударып жіберсе болды, мен қазаққа жұмсайтынды бәрін әкеліп қоямын. Бірақ соны әкеліп қойсаң да істемейтін адамдар болады ғой. Оның бір артықшылығын айтайын, ол істейді. Балдармен бірге ойын тұрса ойнайды, балдар ойнайық десе ойнайды ол. Бос-боса. Үйде де мен жұмыс істеп жатырмын, жоламаңдар, кетіңдер, не демейді. Бос болып қалса, ол соны айттым, сапалы уақыт өткізуге тырысады ол да. Сосын мейіріммен береді. Аймалап, сүйіп, құшақтап. Бізде бір мынандай түсінік бар ғой, әке деген бір грозный. Еркелетпеу керек баланы. Еркелетпеу керек, әке қатал болу керек. Әке мектебі, бір әке деген кітаптарды шығармаларды өткенде бір әдеби кітаптарды оқып қалған бір қайта. Ана жердегі әке деген анау білмеймін бір не деп тергеуші ма, не бәле ана. Қазір мақтан айтады ғой, кезінде әкем бір қарағанда біз түсініп жоқ болып кететін едік деген сияқты. Енді сол білмеймін, сол мақтаныш па деп ше, сол қаншалықты дұрыс. Сөйтіп мақтанып айтады негізі көбісі. Енді мен кезіндегі сол әкелерді кінәламаймын. Оларды бір тағдыр, сол ситуация қатал қылған шығар. Өйткені соғыс болып жатырады, не болып жатырады, әкесіз өссе, шешесіз өсті көп адам, бір өзін жинап алып қатал болуға, бір еркелеп бүйтіп жүруге мүмкіндік бермеген шығар. Бірақ дәл қазір оның не қажеттілігі бар деп ойлаймын да. Тіптен қазіргі көп әдебиет сол үшін бізге экранизациялауға жарамайды да. Көбісі жетімдік турасында, әкесін сағынған балдар, сосын көп жұмыс істегенді, көп баланы алып алады, туыстарында баласы, сондай бір мүмкін бермеген шығар. Қазіргі бала ұрпақтың да Z ұрпақ деп атады, альфа ұрпақ психологиясы бөлек қой. Біз олар қинауымыз керек шығар, грозный әке болып, көзқарастан қашып кететін дегенше, ол жетістік емес қой, наоборот, ол өзімен жұмыс істеп, баласын жақын тартып, ішіндегісін біле алатындай әке болу керек қой. Еркелете білу керек әке. Әрине, көзқарасымен қашыратын әкеге бала ашылып отырып сырын айтып сөйлесе алмайды. Кейін үлкейгенде ренжиді. Осы балдар менімен ақылдаспайды. Осы балдар маған бір сырын айтпайды, шешесіне жақын деген сияқты. Енді ол сен мейірім беріп, жаңағыдай кітайынан бауыр бастырып, өспесең, қалай сен көзіңмен қашып кететін бала қалай саған келіп мұңын, өзінің қорқыныштарын айта ала ма? Айта алмайды ғой. Мен сондықтан сол немен қатты не қылмаймын, келіспеймін, маған бір түрлі көрінеді сол. Ал жолдасыңыз мысалға баланың күтімінде жалпы көмектесе ме? Жалпы ер адам әйеліне мысалға баланы енді роддомнан келген кезде шомылдыру деген қиын ғой, әйел адамға жалғыз өзің белің ауырады деген сияқты. Сондай кезде көмектескен дұрыс деп ойлайсыз ба, или ер адам ондайға жақындамаған дұрыс деп ойлайсыз ба? Көмектесуге мүмкіндігі болса көмектескен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен енді босанып келген әйелдің 5 рет босанып, 5 рет оның қандай не екенін біліп отқан әйел ретінде мен қалай оған көмектеспеген дұрыс, әйелдің міндеті деп айта алмаймын. Жаңағыдай элементарно бала 4-5 айға келген салмақ қозатын балдар болады. Кейбір балдар өзі табиғатынан толымды, кейін салмағы тастайды ғой жүргесін. Сол кездері қайта көтеріп алып көтенін жуудың өзі ауыр ше. Арқан қисайып, бүйтіп ауырлық түсіреді, қиналасың. Сол тұрғысынан көмектесе алса көмектесу керек. Бірақ менің де күйеуім бір аспаннан түскен жоқ қой. Ол да осы дәстүрлі қазақ отбасынан шыққан. Ол да маған көмектесті. Үй сыпырып жіберіп, шай қайнатып жіберіп, баламның көтенін жуып көмектесіп кетті деп айта алмаймын. Ол да бұрын әке болып көрмеген, ол да үйренді мен сияқты. Ол басында көмектеспейтін, қазір 5-ші балдарда ол спокойно көтенін жуып келе салады, қараса салады, шомылдыруға бір жағын ұстап көмектеседі. Ол бірден келген жоқ бірақ. Ол жағдай мейірімді бірақ ол да дәстүрлі неден көріп өскен жоқ қой бізде, ондай картиналар өмірімізде болмаған ғой біздің алдыңғы ұрпақтарымызда. Қазір енді бізге соны өзгерту керек. Қазір ол қалыптасты.
бұрын андай ол жазуға ғана арналған, мен жұмыс істеуге ер адам деген түсінігі болған шығар, агрессивті көрсетпесе де, бірақ қазір түсіністікпен келе бастады. Өйткені ол да көрді, уже 5 бала босанған әйелдің денсаулығы да қалмайды ғой енді, ол бір шаршайсың. Бұрынғыда жас кезде маған бәрі жеңіл болатын, өзім-ақ жуып, өзім-ақ, ешкім энергиям көп болатын да, маған көмек те қатты сұрамайтынмын, керек емес сияқты көрінеді. Сосын біздің қыздарды көмек сұрауға да үйрету керек қой, біз үйренбегенбіз ғой. Бәрін өзім өзің не қылып көмек сұрауды бір ұят санап, кемшілік санап. Қазір оның бәрі ақырындап келе жатыр. Енді түсінсең, оған жағдай поддержка беріп, жақынына айналсаң, үйде де бір жақсы обстановка жайлы болса, неге көмектеспейді ер адам? Үйде екеуің жауласып отырсаңдар, бір-біріңнің кемшілігіңді не қылып, бір-біріңді тұқыртып, бір-біріңе чувство вины салып беріп, бір жұрттың әйелдері бүйтеді, сен бірден қылма деп сені кінәлі қылып қойып, жұрттың күйеулері андай сыйлап жатыр, сен оның саған істей алмайтқан болынан точкасынан баса беріп ше, жұрттың күйеулері машина мінгізіп қойды, или бірдеңе, сен бірдеңе деп, екеуің бір-біріңді кінәлі болып жүрген жерде қалай ондай ұласады жанашырлыққа, неге ше? Обстановка, үйдегі жай күй байланысты ғой бәрі жаңағы ұласуға. Ол бірден болмайды. Мен көбісіне айтамын, қазір енді әлеуметтік желімен біреудің ұзақ уақыт жұмыс істеп жеткен жетістігімен сен дәл қазір сәтің салыстырма, ол уақытпен келеді, жұмыспен келеді, үлкен жаңағы усилие дейді ғой, не күш салумен келеді ғой кейбір нәрселер. Сондай да, сондықтан барлық адамдар үйлесіп, септесіп, жақсы болып өмір сүріп кеткен жақсы ғой енді. Енді кішігірім сіз жаңа творчествоңыз туралы сұрағым келіп тұр. Міржақып Оян қазақ фильмі. Негізі ол драма, историческая драма. Негізі бізде қазақтар көбінесе статистика бойынша комедияны қарайды. Осы драманы үлкен кинотеатрларға шығарып жатқан кезде адам келмейді-ау, қарамайды-ау деген бір сондай қорқыныш болған жоқ па? Ол бізде біріншіден ондай қорқыныш болды, өйткені ол бірінші сериал болып шығып қойды ғой. А сериал ютубта тегін тұр. Ютубта тегін тұрған нәрсені қысқартылған вариантын жасамақшымыз, бірақ кинотеатрға келіңдер десең ақша төлеңдер деп. Келмей қалуы мүмкін ғой, біздің халық тегінге үйренген, не қылған. Бірақ ол жобаның өзінің жақсылығы деп ойлаймын. Және де мен өзім продюсер болған үшін емес, бір әділ бағасын бергім келеді сол жобаның өмірі, жоба біткесін басталады дейді ғой. Жоба біткесін, оның өміршеңдігі міне әлі күнге дейін Оян қазақтың актуальны болуы, значит өміршең жоба жасай алдық. Жоба сәтті шықты деп ойлаймын. Ал сәтті шықпаса келмеуі де мүмкін еді. Монтажы да кинотеатрға арналған монтажы да жақсы болды. Мен жолдасым Мұрат өзі отырды монтажға басынан аяқ. Монтажы да сәтті болды. Ол басынан аяқ сөйтіп ұстамаса адам ұстап отыра алмайсың, әсіресе оқушыларды. Оқушы бала деген өте шынайы көрермен ғой. Олар сенің көңілің үшін Айсәуле ғой, жерлесім еді, ауылдасым еді демейді, ұнамаса тұрып кетіп қалады, ұнамаса отыра алмайды олар. Соншама оқушыны ұстап отыру оңай емес. Бірақ біздің бастапқы мақсатымызда Қазақстан арнасы бізге өйстіп жасасаңдар қалай ұсынғанда, бұл госзаказ болды ғой, госзаказ, бен сериал түсірілген, на фоне этого тағы да госзаказ болып тұр ғой енді. Олар бізге ұсынғанда біз бірден келіскеніміз, біз мына тұрғысынан жаңағы оқушылар, үлкен адамдар бар, 6 сағат көруге шыдамайтын. Соларға мүмкін жаңағы кинотеатрға берген тиімді ма? Балалар бар, попкорн жеп отыр, бала қабылдасын, біздің тілде деген бәрі солай келеді ғой. Балаға дәнек егу ғой ол. Балаға қазақша айтпайсың, сен қазақша сөйле демейсің, сондай киноға апарасың. Содан шыққан көп адам айтты ғой, біз орысша сөйлегіміз келмей қалды. Вот мен сол стористан көрдім, адамдар енді мен орысша сөйлемеймін деп жылап, сондай айтып жатқандар. Ол не нәрсе әсер етті деп ойлайсыз сондай? Ондай адамның эмоциясын шақыратын. Ситуациясына бізде бір ұлы ұлт екенбіз, біздің ұлтымыздың ұлы тұлғалары болыпты. Осы ұлт үшін сондай күрескен тұлғалар болыпты. Жай күреспей өмірін қиып кеткен, семьясын жертвовать етіп кетті ғой. Бүкіл семьясын бәрін халық жауы деп кейін күн бермеді ғой. Кейбіреудің балаларына дейін атты, сол жаңа алаш азаматтарын қарасаң. Қыздарына дейін Гүлнар Дулатова қызы кешеге дейін қиындық көрген. Тойға шақырмайтын болған, арғы беттен халық жауының қызы деп қашатын болған. Соларына дейін зиян көріп кетті, біз үшін жертвовать етіп кетті ғой. Біз не істеп жүрміз бұл елді? Біз қалай сақтап қаламыз? Бұлардың тіліне, дініне берік болуымыз керек екен бұл елді сақтап қалу үшін деген ой түйген шығар деп ойлаймын. Дәнекті бір түсір алдық. Ары қарай өзі қорытады, бұлардан орыс тілін біреу сөйлемеймін деп шығып жатыр. Біреу ертеңнен бастап мен істеп жүрмін, мен бір өмірдегі миссиямды таппаппын ғой, бос іспен араласып жүр екенмін мен деп шыққандар да болды. Әркім бір дәнек арқылы өзіне керегін тауып жатыр да. Біз нақты бүйтіп сөйлеме деп айтқан жоқ ол жерде ешкім. Ол жерде Оян қазақтың да миссиясы технология, ізденіс тұрғысынан ояну ғой. Ол бір қырып жою емес, көтеріліске шығу емес, ол бір ізденіс.
кітап оқу, іздену. Сол кезде айтады ғой Міржақып өзінің кітабында телеграм деген нәрселер бар деп. Қазір біз айтып жатырмыз ғой, интернет деген бар, әлеуметтік желі деген бар. Оны пайдаңа асырсаң табыс әкеледі, зиянын асырсаң өзіңнің уақытыңды ұрлайды. Сол сияқты оларды түсіндірген ғой, газет шығарған, ақша тауып, не шығарған, халықты былай деп просветление, ағартушылық жұмыстар жасаған. Соны әр адам көріп енді өзінің керегін тауып кетіп жатыр. Бірақ үлкен маркетинговый программа болған жоқ иә бұл киноға. Ол халықтың өзінің сұранысына ие болып сондай болды. Сарафанный, не дейді, старый добрый сарафан дей ма? Сондай старый добрый сарафанный радиомен тарады. Ол жақсы продукт жасасаң, негізі жақсы екен ғой. Бір адам шығады да бір адамға айтады, күшті көрдің ба, сонымен тарайды екен. Андай бір инфоповодтар жасау ойға келген жоқ па? Негізінде біз үйленбеген едік, бізде ол контракт болған еді деген сияқты бір ойға келген жоқ. Бірақ біз ашып, біздің өз компания ретінде ұстанымымыз сол ашықтық. Біз бұрын мысалға сериалдың бюджетін ешкім ашып жазбайтын. Біз бюджетінде қалай жұмсалып жатқан, неге жетіп жатқан, неге жетпей жатқан Фейсбукта бәрін ашып жазып жүрдік, Инстаграм. Ашықтық болған жерде біз бұл кинотеатрға шыққан кезде түсіндірдік. Мен сол кезде роддомға түсіп қалдым. Жолдасыма айттым, сол былай ашып түсіндір, продюсер ретінде менен өтініш деп, ол продюсердің өтініші деп айтып түсіндірді. Біз түсіндірдік. Бұл кинотеатрға 4-5 күн шыққаннан кейін қарайды олар. Олар былай жақсы не жинамаса, бұны алып тастайды. Соның барлығын ашық көрерменімізбен контактке бардық та. Сол да бір сәтті болған шығар деп ойлаймын маркетинг ретінде, бірақ үлкен бір жол маркетинг ход жасалған жоқ. Бір жағынан продукттың жақсы болса, ол өзі маркетинг дейді ғой. Жақсы продукттан асқан не жоқ, құрал жоқ дейді ғой маркетинг. Ол да әсер еткен шығар, білмеймін ғой. Бірақ маған да салынып қалмау керек. Кейбір жақсы продукттар маркетинг жоғынан қалып қалып жатады. Ол да бар. Маркетинг деген өзі де пышақ сияқты екен да, қазір зерттеп жүрсем. Пайдаңа да асыруы мүмкін, қолың тіліп те алуы мүмкін ше. Қатты маркетингқа сеніп, соның несіне сеніп, қырғын курс алып алып, бір нәтиже шығармай жатқандар да бар ғой. Ал дұрыс пайдалансаң, ол табысқа келеді, сенің ары қарай танылуыңа, ары қарай жолың ашылуына себепші болады. Дұрыс емес пайдалансаң, сені орға да жығуы мүмкін да бұл. Ал енді алдағы уақытта бір үлкен проекттер ойда бар ма? Вот осындай проект жасаймыз деген. Бір жоспар ретінде. Ойда бар. Қазір көп ұсыныстар түсіп жатыр. Бірнеше ұсыныстар түсіп жатыр. Енді үлкен кино жасағымыз келеді. Бұдан былай жылай кинотеатрға, жеке бизнесмен тұлғалардан да түсіп жатыр. Мемлекеттік нелерде де бір келіссөздер жүріп жатыр. Енді ары қарай, бұл осы ары қарай жұмыс істеу үшін әкелдің ғой сен осы жолыңның бәрін. Әрине енді ары қарай тоқтап қалмайсың ғой. Бұйырса. Бұйырса. Бірақ енді бір сәттісін таңдап алу керек та, асығыс әйтеуір істеу керек деп бірдеңені бұтып шатып істегеннен гөрі таңдауыңды жаңағыдай өкінбейтіндей жасап алып не алған дұрыс қой, кіріскен. Және менен бүгінгі соңғы сұрақ болсын. Сіз өзіңіздің өмірдегі призвание дейді ғой, икигай дейді, призваниемді таптым деп ойлайсыз ба? Әлі де ары қарай іздену керекпін, мүмкін басқа бір салада өзім тауып қалармын деген ой бар ма? Мен негізгі призваниемді таптым деп ойлаймын. Негізгі өмірлік нелер болады, ұстанымдарың, құндылықтарың, олар менде анық, сондықтан мен өзім таптым деп ойлаймын. Бірақ қосымша өзімді әлі зерттеп көргім келеді. Себебі адам деген әртүрлі сан-қилы, ол енді қайдан келеді? Мына ислам дініне адам не алғаннан кейін Алланың шексіз ұлы жаратылыс екеніне, ұлылығы соншалық әр адамды бір өзгеше қылып, әр адамның қалауын өзгеше қылып, табиғатын, түрін бәрі бірдей емеспіз ғой. Мысалы, әйелдер қауымына жатқанымызбен әйелдер әртүрлі ғой. Бәрімізді әртүрлі қылып жаратуының өзі бізге ізденуге мотивация береді ғой. Ізденсең, тағы бір жақсы бір қабілеттерін тауып алсаң несі жаман. Сондықтан өмір бақи ізденісте болу керек дейсіз ғой. Іздене бергім келеді, бірақ толыққанды бір бағытымды өзгеріп, тіптен вообще басқа неме екен, өмірлік немімді өзгертіп жіберемін деп айта алмаймын. Бірақ өзім туралы әлі де зерттегім келеді. Рахмет. Рахмет саған да жаным. Көп рахмет, өте қызықты болды. Өзімнің сұрақтарымды қойып алдым десем де болады. Жақсы, пайдалы болсын. Енді мен көп кейін кезде шықпайтынмын, көп үйренбегенмін. Кейбір адамдардың жеке несіне тиіп кетіп жатсам, кешірім сұраймын. Кейбір адамдар енді жаңағыдай сенімсіз әйелдер бар, чувство вины жоғары әйелдер бар, солар өздеріне қабылдайды ғой. Бұл жерде personal ештеңе жоқ деп айтады ғой, nothing personal деп Америкада сол сияқты, nothing personal. Ешқайсыңыздың жеке неңізге тиюді ойлап тұрған жоқпын. Бірдеңені өздеріңізге қабылдап алып үлкеніне айналдырмаңыздар деген ғой. Жақсы, пайдалы болсын бастысы. Барлық жерден позитив көрейік дейсіз ғой. Тырысыңыздар енді мүмкін болса. Рахмет. Жақсы.
жақсы.